қол көтерген кездеріңіз болды ма? Реально қиын жақтар болды. Мені тұлға ретінде қабылдамауы әлі бар. Пока картина екеумізде екі түрлі. Сол ситуацияда қалай шешім қабылдадыңыз? Сенің ана жақта бір семьяң бар, мына жақта бір семьяң бар деген. Оған мен ашуланамын. Жігіттер, әйеліңіз ол пацан емес көпшілік. Мен өзімді сындыруға тырыстым. Сонша баққан балам бір шүйкебасының артынан кетті. Проблема бұл өзімнің ата-анаммен болды да. Менің мама папам өйстіп ойлап қалады ғой. Ғылыми әдемі түсіндірмесі болды, осыны айта алмай жүрдім. Ол сұрақты маған ешқашан ешкім қоймаған еді. Пожалуйста, мен үшін бұл мен үшін маңызды. Ол есеймегендігің ба, иә? Ту дейсің да. Не тұрғандай ол? Не өз ниетімен. Онда сіздер де дайын болсаңыздар, бізде де әйтеуір дайын болдық. Бастайық, құрметті көрермендер. Бұл біздің бағдарламамыздың алғашқы саны. Тұсаукесер, беташар. Қазір тұсаукесер рәсімін жасаймыз десең. Бүгін біздің бағдарламаларымыздың қонақтары Берік және Аружан. Ару. Ару? Иә. Біз сізді журналистика факультетінде Аружан деп білеміз. Осыдан 20 жыл бұрын ғой, сонымен біз 20 жылдық қана ескі Қазақстанда қалып кетіппіз енді. Ару Сағи қонақтар. Жолдастармен біздің подкасттың қонақтары. Дұрыс па? Иә. Шақырғаныңызға рахмет. Атыраулықтар Алматыда қонақта. Енді. Қош болдық. Білмеймін. Қош болдық. Құтты болсын тұсаукесерлеріңіз. Қазір көрімдігін береміз оны. Иә, бүгін эксклюзив шын мәнінде. Бірінші нелеріңіз. Атырауда бізде көрімдік бердік. Иә, обязательно. Атыраудың салтын қазір жасаймыз бұйырса. Ұмытып кетпеңіздер. Ең қызық жері қазір бағдарлама біткеннен кейін болайын деп тұр. Иә. Біз өзі бағдарламамыз, бұл подкастымызды ашудағы негізгі мақсатымыз, түпкі идеямыз дейміз бекен. Өзі қазір не бір әдемі бағдарламалар көп қой, өзі бір сұлу бағдарламалар көп, не бір сұлу сөздерді айтады, керемет сызылып отырады, беттерін макияж, әдемі көйлек, жаңағы сызылып отырып деген сияқты не бір ақылдарды айтамыз. Жоқ, енді оған қарсы отқан жоқпын, бірақ бір ар жағында да әрбір отбасы жалпы өзінің бір жүріп өтетін жолы болады ғой әр отбасының. Барлығы ол бірден көш жүре түзеледі деген сияқты бірден түзу жүріп кетпейді. Әртүрлі аумалы төкпелі, соқтықпалы, соқпақты жолдардан өтеді. Соған өзі қазір Қазақстанда өзі ажырасу бойынша өзі бір алғашқы ондықта тұрмыз. Әлем бойынша қателеспесем статистика бойынша бір отбасын аман сақтап қалған адамдардың бірісіздер ғой былайша айтқан кезде. Соны бір мойындамасақ та бір жастар деп сөйлейтін болдық. Біздің де жасымыз 40-қа бара жатыр. Сол жастарға 20-дағы отбасын енді құрып жатқан бозбала бойжеткендерге жалпы отбасын қалай дұрыс құру керек, қалай аман сақтау керек, қалай жаңағы бала-шағаны тәрбиелеу керек деген сияқты. Сөйтсе қызымыз ондады ма? Өшірген сияқты дауысын. Сіздерден ақыл кеңес алғымыз келеді. Сол айтарларыңызды бір ақыл кеңес емес, шын мәнінде наоборот. Жоқ, өз тәжірибелеріңіз деген сол. Айту ең оңай ғой қазір. Керісінше біз отырып, біз отбасы болған кезде деп тек қана идеальный жақтарын айтамыз ғой. Әдемі жерлерін, кедір-бұдырларды аттап кетіп деген сияқты да. Сосын жастар, басқалар көріп алған, бізде бұндай емес, неге онда біз біртүрліміз деген сияқты сұрақ туындайды. Не болмаса сондай бір ситуация болған кезде үлгі болатын образ да жоқ, мысал да жоқ, сондай да. Енді бүгін шын мәнінде эксклюзив, рахмет айтқым келіп отыр, Бәке сізге. Берік, мен де саған үлкен рахмет айтамын. Өйткені менің күйеуім камераға сөйлемейді. Сторизімнің өзіне пожалуйста деп жүремін да. Подкаст дегенде жоқ деп аттон ала қашқанбай айттым. Пожалуйста, мен үшін, бұл мен үшін маңызды. Лаура деген менің названный сестрам. Былай негізі жасымыз почти бір ғой, бірақ сонда да сен өзің келіп, сен менің сіңілім боласың деген едің ғой сол. 20 жыл бұрын дейсің ба? Мен Лаураға отказ бере алмаймын, мен үшін бара ғой деп айттым. Берік, рахмет. Енді бұл жерде мен де Лаура да, Ерлан да бұрыннан біріміз танимыз, журфак бітіргенбіз. Берікке қиын болатын шығар деп өзім балдамат етіп келдім. Жоқ, ешқандай қиын болмайды. Басында бір бірақ айтатын нәрсесі көп. Мен өзім менің оқырмандарым, жас оқырмандарым бір-біріне тілек тілегенде Берік сияқты күйеу тілеймін деп айтады екен. Бір-біріне. Келесап не деген планка қойыпсың? Мен Берікке айтам, мысалға, қазір біздің Инстаграмда жақсы еркектердің бейнесі жетіспейді. Мен айтам, ал қажеттілік бар.
жақсы образдар көргіміз келеді да. Мысалы мен Берікке өзіне де айтам, сен де өзіңді көрсетшейші, саған даже притворяться не надо, сен и так сондайсың деймін ғой. Өзіңнің проблемалерді қалай шешетіңді, отбасында реально қиын жақтар болды. Мысалға енемен проблема, басқамен проблема, қалай шешетіңді көрсетшейші. Давай осыны айтайық. Сөйтіп айтам да. Берік айтады, жоқ, мен ондай көрсеткім келмейді дейді. Өйткені андай болады ғой, публичный емес адамдар. Бірақ сол бүгін подкастта бүгін көреміз енді. Иә. Шет жағасын. Но мен сені бүгін мақтамаймын дейсің. Жалпы нені айтамыз да? Вообще семья туралы ғой, получается, да, отбасы туралы. Сіздер туралы бүгін. Сіздер туралы. Иә, бір ақыл, басқа емес, біз тәжірибелеріңіз арқылы қандай қиын ситуациялар болды, солардан қалай шықтыңыздар. Енді Ару, сен мақтап отырсың ғой қазір енді, иә? Бірақ енді жоқ, бүгін сен жаңа мақтап отырған бейне ол бірден қалыптасты ма? Бір енді алғашқы үйленген кездерде қандай қиындықтар болды, содан бастайықшы. Иә, мақырға не алдыңыз, сол төңірегінен ғой енді, сол жақтан. Ол туралы айтсам жылаймын мен қазір. Қазір енді сондай ғой, мақыр деген тема ғой қазір. Негізі өзімде отбасы қалай болу керек, қандай болу керек, болғандай студент кезден келген ойланған идея да. Идея дегенде план болды да, бір какой-то определенный. Үшінші курста, по-моему, или 4-ші курста, қателеспесем. Бізде балдар уже семья туралы ойлай бастады да. Семья қандай болу керек, әйел қандай болу керек, ер адам қандай болу керек деген. И бізде кейбір балдар үйлене бастады да. Сол кезде мен өзім ойлайтын едім, уже где-то бір 2 жылдай ма ойлап жүрдім да. Қалай болу керек, қандай семья. И жігіттің семьядағы рөлдің қандай рөлде болу керек, не істеу керек, өзінің обязанностьтары да. Мысалы, каждый ненің обязанностьтары бар да, функциональный, имеется в виду. Соны ойлау, мен үшін соны ойлап, и содан кейін уже қадам жасау маңызды болды да. План жасайсыз. Стратегия. Стратегия уже алға. Мына жерде ұнап тұрғаны, Берік айтып жатыр да, еркек адам қандай болу керек ойлана бастадым. Өзім туралы айтатын болсам, әйел адам қандай болу керек ойланған жоқпын. Но еркек адам қандай болу керек, мен уже ойлана бастадым. 1-ші курстан бастап. Так, мен точно білдім, что мен универ бітіріп күйеуге шығатынымды, но қандай күйеуге шығам? Семья қандай болу керек? Ол жердегі еркектің рөлі қандай болу керек? Мен де ойладым, бірақ өзім туралы мен ойлаған жоқпын. Кейін бұл әрине проблемаға алып келді. Семья болған кезде Берікке оңай болған жоқ. Өйткені негізі шынымен де Берік өте дұрыс айтып жатыр, мен жерде өзің туралы да ойлау керексің да. Әйел адамның рөлі қандай болу керек. Біз көбіне андай. Бірақ Ару, бізде мысалға қыздарға, тұрмысқа шықпай тұрып, қыздарға да сен осындай болу керексің деп ойланудың да қажеті жоқ. Уже саған сценарийіңді құрып береді ғой, сен осындай болу керексің. Мынандай болу керексің деген сияқты. Мен ондай болмаймын деп айтатын. Бірақ қандай болуым керек, әлі өзімде образ жоқ. Бәкең несі қызық болып тұр ма? Образ, стратегия құрып тұр ғой отбасы. Әйел адамға бұл жерде екі жаққа да ойлану керек та, қандай болу керек екен. Қызға айтылады да, қыз бала осындай болады, андай болады, бүйтеді, тамақ пісіреді, үйтеді, бүйтеді. Это как бы уже рамка да, бір как определенная. Но қандай ана детально ішінде оны өзі адам ойланады да, детальға кіру керек та. Мысалы, мен не істеймін? Ер адам болып, қандай ответственность аламын, қандай қадамдар жасаймын, қандай бір андай план болады да, планда четко рамка болады, рамканың ішіне планды расписать нужен да. Қандай плансыз расписать еттіңіз деп қояды да. И әйел адамға да сондай. Да, біз білеміз да, бір какой-то не бар, андай форма бар, но оны детально нужно расписать. Әр адамның өзі да. Не только бір айтқан, көршінің айтқан, маманың айтқан или папаның айтқан, сен өзің жасайсың да оны. И сосын сонымен өзің жүресің. Саған ешкім план құрып бермейді да бұл өмірде. Сен папаң да құрмайды, сен мамаң да құрмайды. Шамамен Арудың образын жазып шықтыңыз ғой, так, былай деген сияқты да. Визуализация, аффирмация. Мен жаздым, мен айта аламын. Жоқ, Арудың образын мен шын айтсам, өзімнің образым маңызды болды да бұл жерде. Солға фокус сонда өзімде болып тұр, менде мысалы өзімде болған жоқ фокус. Наоборот болды да, фокус маған болды да. Мен қандай функционально қалай не жасаймын. Меніңше ол өте күшті нәрсе. Қазір жігіттерге сол жетіспейді да. Негізі бізде инстаграмда қыз мындай болу керек, үйту керек. Бірақ мен қандай болуым керек, менің рөлім қандай дегенге көп ойлана бермейді да. Сол. Ойланайық жігіттер. Вот, сондай болды.
соны жасау ең маңыздысы да, менше енді. Соны жасап, әр кісі өзінің несін түсінсе, рөлін, кім не жасайтынын, қандай болатынын. Менде татар образ болған жоқ. Мен не істеуім керектен болмағандықтан, біз семья болғанда, менің жағымнан Берікке кейбір қиыншылықтар болды да. Өйткені ол кейбір нәрселерді мен априори білу керек нәрселерді мен білген жоқпын да. Ол түсіндіре алмады маған. Давайте ол түсініксіз болады да. Иә, ситуациялармен үйлендіңіздер, аруды кездестірдіңіз, иә, сіз мысалға қалай үйлендіңіздер? Қалай үйлендік? Давай мен айтайыншы енді. Мен айтқым келіп жатыр, сөйлеп қалған адаммын ғой деймін ба. Негізі мына Лаурамен сөйлескен кезде, мен әртүрлі бизнес проекттер, өзімнің идеяларын Лаураға айтамын. Бір жағынан тәжірибесі көп, алдымызда жүрген апамыз деп айтқым келіп жатыр, атырауша. Бірақ Шымкенттік болса айта алмай отырмын. Әпкеміз болғандықтан, сонда Лаура үнемі ниеттен бастайды да. Сенің ниетің қандай деп. Дәл осы нәрсені мен неге айтып отырмын? Мен Берікпен сөйлесе бастағанда, ол менен бірінші сұрағаны, окей, бірақ сенің жанұя құрудағы ниетің қандай деп сұрады да. Ол сұрақты маған ешқашан ешкім қоймаған еді бұған дейін. Мен қатты ойланып қалдым. Себебі мен сен семья, белгілі бір жаста семья құру керексің. Оқу бітірдім, келесі автоматически сценарий бойынша тұрмысқа шығу ғой деген. Сол сценарий, белгілі бір сценарий, социальный сценарий болды да. Либо магистратураға оқимын, или мен күйеуге шығамын деген сияқты. Сосын лучше күйеуге шығып алайын, жас кезімде бала туып аламын да, дальше карьерамды жасаймын ғой деген сияқты өзіме карта құрып қойдым. Бірақ ол жерде ниет қандай? Бұл нәрсені мен ойланбаған едім. Берік, сен айта қойсаң, сол нәрседен бастадық негізі. Берік сол нәрседен бастады біздің жанұяны. Ниетіміз қандай біздің үйленудегі деген. Так, дальше. Ниетің қандай болды? Есімде жоқ. Ниетім қандай болды? Ниетің қандай еді негізі? Енді ол кезде ниетім отбасы құру ғой. Имеется в виду андай осы айтады ғой, өзімнің неме сай, отбасы құру, отбасымның қандай баланы қалай тәрбиелеу, сол ниетім болған ба, скорее всего, мен есімде жоқ, себебі қанша 15 жыл болып кетті. Жақында Америкада мен саған осы сұрақты қайтып қойдым. Біз жақында Америкада болып қайттық. Сол кезде мен Берікке қайтып қойдым да, сен ниетің қандай болып еді? Сен просто ұмытып қалған шығарсың, мен бәрін білем. Ұмытып қалған. Ол кезде мен еще андай болдым да, андай тақуалау. Тақуа слишком. Ол кезде бәріміз тақуалау болдық деймін ба? Слишком не болған бар, поэтому жастық максимализм, сондай романтизация. Иә, ондай бар болды. Құрметті көрермендер, в общем, сіздер байқап отырғандарыңыздай, камераға қарап сөйлей берсем екен. Үйленерде жігіттер, қыздар, әсіресе жігіттер ең бірінші ниетті дұрыстауымыз керек екен ғой өзі. Кімге қандай мақсатпен үйленейін деп жатырмыз, қызға қандай ниетпен жақындайын деп жатырмыз. Әлгі бір қудығу, шұқанақты су табады деген сияқты, сіз өзіңіз бір антисанитария жерде жүріп, бір таза қызды іздеп жүрсеңіз, сіздікі бір таза ақымақтық, өзіңіз жақсы отбасын құрамын, бір үлкен жетістіктерге жетемін деп ниет қойсаңыз, сол пейіліңізге сай бір перизатыңызда жолығатындығын міне біздің отбасылар дәлелдеп отыр. Менің есімде сол кезде айтқан, мен жауап бере алмадым ол сұраққа, сосын Беріктің өзінен сұрағанда ол айтты, мен Алла разы болатын, жақсы бір осы қоғамның үлгі болатындай жақсы отбасын құрып, сондай балаларын тәрбиелегім келеді. Енді арада 15 жыл өтті, жақында Америкада болғанда мен екеуміз сырласып отырып тағы да сұрақ қойдым да, Берік, сен ниетің есіңде ме? Сенің әлі қандай жанұядағы ниетің қандай әлі? Мысалға неше түрлі қиындықтар болды, ажырасқымыз келетін кездер болды. Сенде әлі қандай дегенде, ол сенің қазір өмірлік ниетің қандай деген кезде маған Берік, не есіңде емес па? Не маған қалай жауап бергенің? Біз өзі ұмытып қаламыз, жігіттер сәл ол маған айтты, тем более операциядан шықтым, наркоздан. Сөйте салды, жарайды. Ол маған айтты, өзімнің күшті айтты негізі, жазып алмағанымдай. Жалпы Құдайдың адамға берген бір ұлы нығметтердің бірі ұмыту деген нығмет қой. Әсіресе сенің әйеліңнің саған ұрысқан сөздерін кейде біз жігіттер тез ұмытып кетеміз. Құдайдың сол ұмыту деген нығметін пайдаланамыз. Өте жақсы. Бұл сіздердің секрет. Иә. Бірақ маған сонда Берік айтқан, жиі ұмытшақ болуыңызға тура келеді деп қойса. Склероз. Берікке точно. Склероз что-то көйіп жүр. Менің нем көбейіп жатыр ба? Соңына дейін ұстанған нәрсем
соңында дейді, өмірімнің соңында ұялмайтындай болу дейді да. Ұялмай өлу дейсіздер ғой, в общем. Енді есіме түсті. Иә, сөйтіп айтты. Ұялмай аман есен өлу. Дәл сөзбе-сөз айта алмай тұрмын, бірақ мағынасы осы да, өмірімнің соңында осы мен алдын ала ниеттенген нәрсемді соңына дейін ұстанып, соңында ұялмайтындай қартаю деді да. Сөйтіп айтты. Енді маған мына нәрсе қызық болып тұр. Жарайды, ниет күшті болыпты, иә, жаңағыдай күшті, Алла разы болатын, сондай күшті балалар тәрбиелейтін, отбасын құрғым келеді деген ниет болды. Иә. Енді На практике. Енді шын мәнінде қалай болды ол? На Енді практике. күтеді ғой жаңағыдай, өзінше бір отбасы таңертең бір-біріне күліп қарап, жаңағы бір бала шағасы жүгіріп келіп мойнына асылып, шын мәнінде қалай болды? Бәке, қандай болды? Сіздің енді жаңағы айтып тұрсыздар ғой, еркектер ұмытшақпыз деп, иә? Сонда да есіңізде қалып кеткен ең бірінші отбасы болған кездегі ең бірінші сондай бір қиындық, мүмкін разочарование, не болмаса бір конфликт Бекер ситуация. үйлендім ба деген кез туралы айтсайшы. Енді ондай конфликттер бізде көп болды жалпы. Көп. Құдайға шүкір әлі де бар да қос. Негізі бұндай историяларды айтсаң, андай адам шошиды негізі. Иногда менің собеседниктерім да. Соны айта отырсаң. Сондай болды ма деп. Айтайық, ештеңе болмайды, потому что шын мәнінде ол пайдалы. Иә, негізі біріншіден бұл мен бағана айттым, студент кезімде ойландым деп. Студент кезімде ойланған кезде бағанағы ниет мен қандай қызға үйленем деген сияқты да. Қандай қызға үйленем, қыз қандай болу керек, мен қандай болуым керек. Ең бірінші ішіндегі несі андай маңызды титулы не болды да, то есть қыз намаз оқу керек и орамалда болу керек деген сияқты. Сондай болды да, пункттың бірі. И маңызды пункт ар жағы уже детали да, то есть не важно деген сияқты. Осы жерде қателестің ғой негізі. Иә, осы жерде қателестім. Негізі қате бұл қате. Иә, қате бұл, потому что маған оны до этого ешкім айтпаған, и мен оны білмеймін өзімде. Сол пунктым маңызды. Сен жаңадан орамалға көп болған жоқ еді, сол кезде келгенмен намазға, орамалға. Бірінші болып орамал таға бастадым ғой, намаз істегенде. Сол маңызды пункт болды. И сонымен, то есть бізде бағанағыдай менің алдымдағы балдар үйленген. Сосын мен де сондай нені алдым да, солай үйленем дедім. Қалай ол солай деген? Намаз оқитын орамалдағы қыз деп. Сондай қызға үйленем деген. Өзімде андай, мен бірті өзімнің андай қасиетім бар, то есть мен бірінен ұстап алсам, соны жібермеймін да. И үйленгеннен кейін, мысалы, үйде проблемалар болды. Даже намаз оқып орамал тағатын қыз алсаң да, оның артында проблема бар екен. И проблема бұл өзімнің ата-анаммен болды да. Сондай проблемадан проблема ол үлкен дауға айналды деген сияқты. Сосын тем более бізде ару подробный айтып берші. Атырауда андай еще как раз қиын жағдай. Ол кезде орамал тағатын бағанағындай террорист деген там. Былайша айтқан кезде ата-анаңыз қарсы болды ғой орамалға, иә? Иә, қарсы болды и сондай немен қабылдамады да. Әйелімді, то есть мен алған әйелімді қабылдамады. Бір жағынан ата-анасы қарсы болды, но бір жағынан мен де идеальный болған жоқпын. Ол ойлады ғой, орамал тағатын намаз оқитын қыз алсам болды. Ана идеальная. А мен мына жерде наоборот оған проблема создавать еттім. Өйткені мен айттым, мен үйленерде мен өзіме фокус қойған жоқпын, мен күйеуге фокус қойдым. Менде конкретно кәдімгі негізі мен оны рекомендую қыздарға сол нәрсені қолдануға. Бұл негізі оказывается психологияны оқып біліп жатырмыз. Нені қолдануға? Ол техника бар екен. Мен бірақ ол техниканы өзім шығардым. Кейін психология оқыған кезде ол бар екен. Яғни мен мынандай істедім. Мен еркекте обязательно болу керек плюстар. Сосын мен шыдай алатын минустар. То есть минустар бар, бірақ мен оған шыдай алам. Ни за что болмау керек минус. То есть мына минустарға мен ни за что шыдамаймын. Деген сияқты. Сонда чек-лист бердің ғой, по применению.
өзімнің ойымда образ болды. Бірақ екінші плюс, мен ешқашан намаз оқитын жігітті романтизировать еткен жоқпын. То есть қазіргі уақытта қыздар намаз оқитын жігіт болса болды, мен соған күйеуге шығамын дейді. Бұл қате, қыздар. Өйткені намазымен, намаздың артында адам бар. Оның тәрбиесі бар, оның принциптары бар. Сондай нәрселер бар да. Мен Құдайға шүкір, ондай оны да есепке алу керек, бірақ тек соған сеніп қалмау керек. Соған сеніп. Бізде қыздар неге қателеседі? Олар намазына сеніп қалады да. Бұл намаз оқиды ғой, бұл маған әділ қастандық жасамайды ғой деген сияқты. Сол сияқты еркектер жаңағы орамал тағатын, намаз оқитын қыз болса деп романтизировать етеді. Бірақ оның артында біздің детский травмаларымыз бар, біздің қажеттіліктеріміз бар, біздің таракандарымыз бар, біздің стереотиптеріміз бар деген сияқты нәрселер бар да. Енді Берік сөйтіп өзінше намаз оқитын, орамал тағатын қыз үйленді. Оның мамасы мына жақтан қарсы болып жатыр, ондай қыз керек емес деп. Bir жағынан мен де мына жақта проблема шығардым да, стереотиптермен, таракандармен. Сен қандай проблема шығардың сонда, неге? Сен айта ғой? Жоқ, енді проблема дегенде әртүрлі проблемалар ғой. Во-первых, адам дейтін дайын болу керек та, бағанағы айтқандай. Бұл кісіде, получается, мына оппоненттің идеальны қылғанда, өзімен жұмыс жасалмаған да. То есть, өзіммен әйел бола аламын ба деген сұрақты қойылмаған да, изначально мысалы. Сондай адам дейтін андай да. Сен ең бірінші өзіңнен баста дейді ғой. Өзіңнен бастау керексің да адам. Мен осы идеальный соны жасай аламын ба? Функциональный мен мысалы бір жұмыс бердім маған, мына камераны оңдауға, мен мына камераны оңдай аламын ба, оңдай алмаймын ба деп. Сіздер там өмірде мысалға, мен не сепарированный болдым. Не сепарированный, білесіздер да? То есть мен вроде бы күйеуге шықтым. Андай тілмен айтшы, психологтың тілмен айтпайды. Қалай айтсам екен? Мен ситуациямен түсіндірейікші. Бардың, келін болып түстің жаңадан. Сен де ойладың, қазір мені қуана қарсы алып осындай адамдар бірінші орында болған жоқ. Мен үшін ата-анам бірінші орында болды. Мысалға, мен каждый нәрсемізге жаңағы, мен мамам папам өйстіп ойлап қалады ғой, мен папам өйстеді ғой, бүйтеді ғой деп қарадым. Да, жаңағы. Бұл уже жаниядағы неге қарым-қатынасқа не алып келеді? Минус алып келеді. Бұл бір. Екіншіден, мен жалпы шекарам вообще болған, тағы да кешіріңіз, психологиялық тілмен айтып жатқанда, мен кейбір нәрселерді тіке айта алмадым, барып Берікке жаловаться ететін болдым мысалға. Берік, анау мынау деп. Берік и так өзі проблемада жүрген кезде, біріншіден ол жалғыз көп бір нәрсені айтпай еді, ол кезде оның жұмысымен де проблема болды. Негізі күйеуге шығарда Берік күшті ақша тауып жүрді, кәдімгі американский компанияда, бірақ біз үйленгенде сразу сол кезде доллар құлады, 2008-де білсеңіздер, бірнеше есе, бұл не істеп қалды? Құлаған жоқ ешқашан. Өсті, наоборот, өсті. Доллар құлаған жоқ, өсті. Резко өсіп кетті бір күннің ішінде. Теңге құлады десе. Теңге құлады. Сөйтіп бұл жұмыстан қысқартылып қалды, американский жұмыстан. Яғни біз үйленетін кезде бұнда ақша жоқ болды, жұмыс жоқ болды. Осы қызық бар ғой, көп сондай байқаймын да, бір керемет жұмыста тұрған адам болса да, жаңадан бір үйленген кезде сол бір материалдық бір сынақ келеді жоқ отбасына. Бізде де сондай жағдай болған. Оңай емес енді. Ниетті бір тексеру үшін сияқты да, бір таңдап ал, қара не болмаса бірден андай сабақ келеді да, ал міне сендерге енді қалай осыдан шығады екенсіңдер, бір шыңдап алайын деген сияқты. Сол кезде бүкіл салмақ Берікке түсті да. Өйткені мен әйел ретінде оған поддержка бере алмадым. Мен наоборот проблема создавать етіп, жаңағы каждый раз жылап, сосын мысалы кейбір кезде бұған айтпай-ақ өзімнің шекарам, мысалы даже енеммен мысалы ұнамайтын нәрсені осылай деп айтып, немесе жаңағы керісінше бір қалай бір қулықпен деген сөз ұнамайды, бір шеше салатын кезде мен деген өйтіп жылап Берікке келіп, анау бүйткенде сөйткенде деп ше, мысалға бір ситуацияны айтайын. Кішкентай қыз болдым, короче. Кішкентай қыз болдым. Яғни бұған қараңыз, кішкентай қыз, мамасы, папасы, еще ақша жоқ, бәрін бір өзі арқалау керек болды. Примерно так. Дұрыс қой айтатқаным да? Енді сол ситуацияда қалай шешім қабылдадыңыз? Мысалға сол көптеген отбасылардың тіпті бар ғой, екі жаққа кетуіне, ажырасуына қарап жатсаң, мысалға қыздан сұрасаң, ой, енем арамызға түсіп қоймады, енем сыйдырмады деп айтады. Кстати, сол ситуациядан маған Беріктің шешкен шешімі сол кезде ұнамаған болатын. Өзі айтады қазір қандай шешім шығарған, бірақ сол кезде мен бұны хотя бізде атырауда орыс қол деген жоқ, бірақ мен түрік лицейінде оқыған ғой, ата-ананы сыйлауды білмейтін, жаңағы сондай бір
оның өзің шешімі тағы ұнаған жоқ. шағым айтасың. Иә, Шешім шығарса тағы. иә, сондай ұнаған жоқ маған деген. Бірақ қазір мен түсініп тұрмын, өте 25 жасар жігіт үшін бұл өте керемет шешім шығарғандығын, өте сондай бір мен кейін Қандай шешім екенін біліп алайыншы. қазір Рекламасы күштеп кетші. жоқ, мен просто бұл нәрсені обязательно айтқым келіп тұр. Өйткені кейін біздің жанұяда неше түрлі проблема болған кезде де мен сол кездегі шығарған шешім үшін, иә, андай кейін пайда болған минустарды сол кездегі шығарған шешімі басып кетіп тұрды да. Ол андай весы да оның сол шешім үшін мен оны қатты сыйлайтын болдым да. Даже ол кейін бір минустар болса да мен сол шешім үшін әлі күнге дейін оған ризамын. Сол шешімді өзің айтсаң екен, өйткені мен ойлаймын, біздің қоғамда ата ене проблемасы өте қатты көп кездеседі және көбіне еркектер соны шеше алмайды. Сондықтан мен вообще ата ене, келін мен ененің арасындағы проблеманы кім шешу керек? Иә, давай. Келін мен ененің арасында. Негізі бұл жерде егер енең ақылды болса, андай үлкен адам негізі тәжірибесі көп. Иә, тәжірибесі болу керек та. Во-первых, сосын несі болу керек, андай үлкейген сайын бізде айтады ғой, даналық болу керек та кісілерде жалпы үлкейген сайын. И бұл жерде біз қазір көреміз да, мысалы, дана адамдар бізде вообще аз да негізі. Үлкен адамдарда. Үлкен адамдар көп, дана адамдар аз дейсің. Дана адамдар аз болады. Поэтому бұл жерде енді қалай айтсам екен, мен шештім да бұны проблеманы. Проблеманы мен шештім. Мысалы, Аруға айттым, сен өзінің жоқ или я деп айтылу керек та. Мысалы, адам если не хочет что-то делать, айту керек та бір нәрсені. То есть ол маған рұқсат берді, ол маған беріп маған айтты, саған ұнамайтын нәрсені сен айт, мен бұны жасай алмаймын деп айт деп. Мен қалай айтам, мен айта алмаймын деп тұратынмын да, естіп келіп, сен айтып бер, жетіп берші деген сияқты. Берік айтты, саған ешкім не істемейді ғой, сен конкретно өзіңнің ойыңды айтып, сөйтіп үйрен деп сөйтіп үйретті да. Және ата-анасына да менің ақыма кіруге не берген жоқ. Шекараларды қойды дейсіз ғой. Ортасына шекарамызды қойды. Қалай қойдыңыз сол ана сәл детально айтып беріңізші, өйткені бұл көп жігітке қажетті нәрсе болуы мүмкін да. Енді білмеймін, скорее всего менің қандай шешім шығардыңыз? Бұл жерде маған көмектескен андай да. Менің әжем тәрбиеледі да. Мен әжем дегенде менің үлкен әжем. И ол кісі үйде авторитет болды да, семьяда. И мен сол кісі тәрбиелегесін, мен ата-анаммен де андай я жоқ немесе я деп сөйлей аламын да. То есть ата-анама айта аламын да, мен жоқ, бұл жерде маған жақындама, мен өзім шешем деген сияқты. Или я болады, жақында деген сияқты, сондай шеше аламын да, айта аламын да. И маңыздысы сондай айту да ата-анаңа. Айтып білу да. То есть бағана сепарация дейді ғой. Түріктерде де бар да, мысалы ата-анасы баласынан 16 жаста бөлек шығу керек деген сияқты. Немесе тағы нелер, соны себебі бала білу керек та. Өз-өзін адам санау керек, өз-өзіне ответственный да. Өз-өзіне не алу керек. И именно мамасына да баласы. Иногда ұлына мысалы бізде көбіне айта алмайды да. Ұлдар айта алмайды да, жоқ деп. Или я деп айта алмайды. Или бір шешім шығара алмайды да ата-анасына қарсы. Себебі енді андай тәрбиелеп тастаған да. Қалай айтсам, бұл жерде исламның несі бар еще? Жұмақ ананың аяғы астында деген нәрсе бар. Сондай манипуляциялар бар. И ондай манипуляцияларды мен айтпаймын, что сен ата-анаңа жоқ деген, ол не значит, что сен ата-анаң все қиып тастадың да. Сен оны жақсы көресің, но сен оған жоқ деп айта аласың да. Сіз қалай жеткіздің, мысалы, анаңызды да ренжітпей, одан бір бізде қиын ғой, бізде қиын, иә, мысалға. Мені ойбай сонша баққан балам бір шүйкебасының артынан кетті, қатын жанды, маған бүйтіп жатыр, әйелін мынандай деген сияқты. Сол нәрсе жібермейді ғой. Айта алмайды, қорқады, ренжітіп алуды. Бағана маған айтып отқаным, мен әжемнің тәрбиесін болған, это көмектесті сол маған. Мен олардың мысалы мнениесін, ойларын особо не воспринимал да, то есть я окей, мен айттым солай болу керек. И олар да біледі да, то есть мен айтсам солай жасаймын да. Ренжіді ма деп жатыр Берік? Ренжіді, жоқ, енді ренжіш болады ғой, но ренжігеннен кейін енді мен содан кейін старался, мысалы тырыстым да, ренжіген басуға немесе тағы да бірдеңелер жасауға, басқа жағынан компенсация жасауға. Иә, содан кейін уже өзі ар жағын жуып шаямын деген сияқты. Сондай мына жерде өте жақсы нәрсе айтып жатыр. Психологияда бар ғой андай
ренішке шыдай алу, выдержать. Көбіне бізде не үшін сен мамаңа, сенің әйеліңе ақысына кіріп атқанын білсең де, сен жанұяңа араласатқанын білсең де, неге бізде еркектер араласамайды? Өйткені шешесінің ренішін көтере алмайды, ашуын көтере алмайды. Бұл жерде даже мен үшін шок болды, сол әйелі ретінде. Мамаң ренжіп қалды ғой, может, действительно мен орамалды қоя салам, может, мен үйте салам, бүйте салам, берік жоқ деп біздің жанұямыздың шекарасын конкретно ұстады. И даже кейде жесткий мералар жасады. Мысалға, бізде қазақта енелер рұқсатсыз үйге кіреді, рұқсатсыз бөлмеге кіреді. Берік бөлмеге не қойып қойды, бірге тұрған кезде кілт қойып қойды. Негізі мен енемде андай немес, енді бір тәрбиесіз адам емес, үйтіп сен үйіңе үйтіп кіріп келіп, бөлмеге кіріп келетін. Бірақ бәрібір даже сондай мәселелерде де конкретно шекара қойды. Мысалға, звондап келу, ескертіп келу, ескертіп кіру, менің заттарыма тиіспеу деген сияқты. Мысалға, сондай нәрселерде де ол деген, былай айтқанда, әлі күнге дейін менің ата-енем мысалға келетін кезде алдын ала айтып, мысалға сөйтіп келеді да, ол біз неге қалай ол бәрібір неге сыймайды ғой? Сыймайды, біздің менталитетке сыймайды. Даже мен шок болдым. Қалай болмайды ғой деп. Бірақ сіздер өзі қазақсыздар ма десең? Мысалға ол деген менен сұрайды Берікте, қалай саған ыңғайлы ма, мамалар келейін деп жатыр, саған қарсы алу ыңғайлы ма, анау ыңғайлы ма деген сияқты. Күйеуді қатырған екенсіз ғой, тек. Шүкір, альхамдулилля, айттым ғой. Өзі бұдан шығатын мен бір түйіп отырғаным, жалпы отбасындағы конфликт болғанда және ене, әйел, қыздың шешесі ене деген сияқты бір аққу, шортан, қамшаян деген сияқты үш жаңағы өмір басы бірігіп бітпейтін кісілерді біріктіріп отыруы тиіс. Конфликтілер туған жағдайда жайма шуақтандырып жіберу керек. Негізгі бір адам, стабилизатор, ол еркек, жігіт болу керек. Ал бұны кәдімгідей оны түсінген, жауапкершілікті мойнына алған, былайша айтқанда бір ересек адам позициясындағы жігіттер ғана болады. Жалғыз ересек ол ситуацияда мен ұзақ уақыт, бізде конфликт одан кейін әрине болды, менің ересек бола алмауымнан. Ерекеңді бір неге сыртқы істер министрі бір жаққа елші қылып жіберсе де бола беретін сияқты. Ондай үш адамның басын біріктіріп жаңағы вопрос, дипломатиялық вопросты шешкен жігітті елші қылуға болады. Материалдық жағдайымыз бар. Жігіттің сұлтанына шығып алып. Сонда да кейбір минустары көп, қазір айтам деп отырсың, ол минустардың бәрі етпейді енді бұнадан кейін. Слишком идеализировать етпей ақ қойыңыздар деймін ба? Жоқ, дұрыс. Ал енді осындай бір кезде бір сепарациядан өтпеген, шынымен анасынан көп бір өбектеу көрген жігіттер болады ғой. Оларға бір ересек адам ретінде онда бір сондай ситуацияларды қалай шешу керек екен, оны шешпесе не болатын? Енді шешпесе көп жағдайда ажырасып жатыр ғой. Бірақ енді бір қалай осы нәрседен шығу керек айтасыздар ма? Екеуіңіз жігіттер болып. Екінші, по-моему, біз Мальдивадан кейін екінші тұрдық, қателеспесем, статистика бойынша 2020 жылғы ма? Ажырасу бойынша. Ажырасу бойынша ондық бер жақта қалды ол. Жоқ, екінші орында. Мальдив аралы бірінші орында, біз екінші болдық. Енді бағанағы сұрағыңызды қайталайсыз ба? Еркектерге қандай сәлем беретін дейді сол жарайды, енді сіз әжеңіздің баласы болғаныңыз, жалпы кішкентай кезіңізден сіз қандай да бір деңгейде сепарациядан өткен адам болғаннан кейін сізге оңай болды да, енді сіз өйткені эмоционально жаңадай нәрселерді шешу оңайырақ болды да. Ал енді мамасынан, ата-анасынан бір елі ажырамаған, олардан анасынан көп өбектеу көрген жігіттер, әлі шынымен менталды тұрғыда бір есеймеген жігіттер, ол сезіп тұрады да, бірақ жасай алмайды, эмоционал тұрғыдан қиын. Қалай осындай ситуациялардан шықса болады? Екі жақ арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей. Ол жағын білмеймін, енді еркек өзі шешу керек қой. Кім маңызды да бұл жерде? Кім маңызды? Әйел ме? Жоқ, маңызды дегенде қалай? Бұл жерде бәрі маңызды да, негізі. Ата-анаң да маңызды, сенің семьяң да маңызды, өзің отбасыңмен тұратын. Сенің семьяң. Енді бағана айтқандай планда, стратегияң болу керек та, сен қалай шешетін. Стратегия отбасында керек болып тұр. Стратегия болу керек та. Сен осы бағанағы осындай жұмыс жасап келіп тапқан әйеліңді қалдырасың ба, или бүкіл неңді сызып сап бана стратегияңды мамаңмен бірге, папаңмен бірге өлгенше өмір сүресің ба деген сияқты әңгіме да. Сенің семьяң саған маңызды ма, или сен ата-анаңмен бірге кәбірге кетіп қаласың ба деген сияқты сұрақтар қою керек та. Мен
ар жағында өмір сүремін, семьям маған маңызды десе, сен соны шешуің керексің да. И ата анаңа да жағатындай, но в то же время бағана жоқ деп айта алатындай болу керексің. Жақпайтын болса осы шешім. Жақпайтын болсаң, енді жақпайтын, но сенің андай да план А, план Б. То есть мен жақпасам мынандай жағдайда мынаны істеймін де, сосын ар жағынан жуып шаямын мынандай немен деген сияқты да. И сені ата анаң жақсы көрсе, сенің ата анаң мысалы мені шынымен де жақсы көретін болса, ол ата ана андай надан болмаса, не болмаса, сен баланы түсінеді да ол. И баланы түсінуде бұл ата анаға байланысты. Баланы түсінбесе, ол ата ана, значит, надан ата ана да. То есть ондай ата ана үшін жанұяңды құртып не істейсің? Иә, то есть андай жоқ, әңгіме құртып та емес. Просто еркек шешу керек та бұл жерде. Қарап, егер бас жасайды болса, шешіп, сол шешімі егер дұрыс болса, дұрыс, окей, сонымен жүру керек. Мен просто бір шешім қабылдасам, өзіме байланысты. Сол шешіммен жүремін да, мен осылай шештім. Ақылдасатын болсам, ақылдасам, мен себебі ақылдасудың да маңыздысы бар да бұл жерде. Мен сол кезде, по-моему, ақылдастым бір 2-3 кісімен ақылдастым ба. Между прочим, ақылдасқанда саған әйелді жібер деп айтты ма? Проблема болады ертең деп айтты ма? Есімде жоқ. Сондай бірдеңе есіне алып кеткен ғой, әйелді жібер деген адам. Дәл әйелді жібер деп емес, бірақ бұл очень проблемный ситуация, лучше қазірден не істей салсаң. Сондай ақылдасып айтылды тоже, но енді мен айттым, мен өзім шешем дедім да. То есть осылай жасаймын. Ол менің қателігім да, менің өмірім, мен қате жасасам, қате жасаймын, я за это отвечу деген сияқты да. То есть ответін беремін деген сияқты, и все, солай да. Мен де солай да, мен бірдеңе жасаймын ба, я за это ойланам да, бұған ответ бере алам ба, бұл жасаған қадамыма жауап бере алам ба деп ойланам, содан кейін жүремін да. Иә, мен негізі ол кезде қатты Беріктің тіпті қиналып жылаған уақытында көргем. Айтайын, қазір күшті ер тұлғалы болып отырғанымен, на самом деле жүрегі жұмсақ. Оңай болған жоқ. Оңай болған жоқ ол. И мен сол кезде өзім давай ажыраса салайық деген сияқты әңгімелерді айтқан болатын. Мне это не нужно деген сияқты. Кейін әрине осы ситуацияның бәрін өткен кезде саған не көмектесті деген кезде маған ештеңе көмектеспеді, просто мен жауапкершілігімді сезіндім деді да. Сенің алдыңда жауапкершілігімді сезінгендіктен сондай шешім шығару керек. Өзінің таңдауы болып тұр ғой. Мысалы, мен орамалдағы әйелді аламын деген өзінің шешімі болды ғой да, сол нәрсе болды. Сондықтан мен ол шешімді уже шығарып қойғаннан кейін, соның жауапкершілігін сезінгендіктен кейін. Ару, енді қараш, енеңмен проблемада мәселе тек орамалда болды ма, жоқ басқа да бытовой мәселелер болады ғой өмірдегі. Ол мүмкін сол жақтардан қателік болғаннан кейін негізгі килігі орамалға болып кеткен жоқ па? Жоқ, қазір орамалмен проблема жоқ енеммен. Бірақ бытовой басқа мәселелерде проблема бар әрине. Ол енді бұл жерде Беріктің қатысы жоқ. Бұл жерде біздің қазақ қоғамдағы әйелге, келінге қойылатын талаптардан. Өйткені мен ол талаптарға сай емеспін. Сай болғым да келмейді. Маған кейбір нәрселер күлді ғой. Маған кейбір нәрселер ұнамайды. Өзім таңдадым. Вот. Соның әсерінен, бізде себебі білесіздер ғой, келінге қандай талап қойылады. Сосын бізде енелер жалпы балаларын алтын көреді, андай. Осындай балаға күйеуге шыққаныңа мәз андай как будто мен уже повезло саған. Жоқ, енді мен білем повезло, бірақ мен жалпы солай қарайды деген ғой. Бірақ мен мысалы мен айтамын да, менде как бы мусордан тауып алған ешкім жоқ. Мысалға Берікте бар білім, менде де бар. Менде бір толыққанды жаңағы жанұяның адамымын да, бірақ бізге келінге өкінішке орай жаңағы өздерінің балалары алтын, келін былай бір жерден қосылған сияқты қарайды да. Конечно, соның кесірінен жаңа ғана ене деген мәселені айтып кетті ғой, бір жауап кетсек та. Сол жердегі негізгі жаңағыдай Беріктің сөзіне қараған кезде мен ключевой, мен шешім қабылдадым, яғни көп нәрсе жұмысты өзім мойнына алған болып тұр да, бір неге. Ол рас. Сол кезде бізде көбінде қателік жігіттер әйелінің мойнына іліп қоятын сияқты да. Енемен проблеманы сен шешу керексің, сен көңілін табу керексің. Сон бір әйел болып, сон бір бүйте алмайсың ба деп. Осы жерде де айта кетейін, мен де сондай ойда болдым, мен табуым керек деген ойда болдым. Мен өзімді сындыруға тырыстым, мен өзімді тәрбиелеуге тырыстым, бірақ маған Берік күшті нәрсе айтты. Мен жылап сөйтіп, бірақ сындыру қиын ғой өзіңді. Тем более мені көріп тұрсыздар да, сөйлеп қалған. Жылап сөйтіп не істеп отқан кезде маған Берік айтты, сен деді, әйел ретінде біздің отбасыға жауаптысың. Сен күйеуіңнің разылығына жауаптысың, бірақ сен менің анамның разылығына жауапты емессің деді. Менің анамның разылығына ол мен жауаптымын. Ол сенің жауапкершілігің емес деді. Просто біздің семьяны ойла деді.
біздің қарым-қатынасты, біздің балаларымызды, біздің жанұяны ойлайды. Бұл деген енді манағы айттым ғой, 25 жасар жігіт үшін меніңше енді өте бір даналық. Қазір бас шайқап отырса, ал ондай түсінік не сізге қаяқтан сіңді? Қайдан білдіңіз? Или бағана айтып отырмын, жестко тақуа. Жоқ, ол мысалы тақуалықтан ба, ол мысалы тақуа жігіттер де бар ғой, ондай мәселе шеше алмайтын. Не, ол кезде ол исламды қатты ұстанатын болдың да сен? Жоқ, әңгіме неде емес. Ол кезде ол тақуатты қазір де ұстанады, просто ол кезде реально енді өзімен өзі қатты жұмыс жасаған ғой үйленердің алдында. Жоқ, оқыдыңыз ба бір жерден ол нәрсені? Қалай сол шешімдерге? Психология кітабын көп оқығанмын. Мектепте де, студент кезінде. Қандай мектепте оқығаныңды айтып кетші, ол да маңызды ғой негізі сен. Жоқ, бізде енді стандартный нәрсе болды ол жерде, мысалы мектепте. Айтқан жоқсың қандай мектепте? Жоқ, лицейде мысалы оқығанда. Стандартный нәрсе айтылады да, ол лицей мектептен емес та, мектептен қалай болу керек айтылды да. Қазақтың несі, семьясы қалай болу керек анам. Бұл өзім андай көп анализ жасап па студент кезінде неше түрлі оқиғаларды көресің семьяда, басқалардың семьясында, сосын мысалдар болады айтылатын да. Соны көріп, сосын өзім еще сондай адаммын да, бір нәрсені шешсем, солай жүру керек, өзім главное бұл жерде былай да, мен ер адамда да негізі. Сен бір нәрсе жасадың ба, сол үшін жауап бере білу керексің да. Жауап бере алмайсың ба, жақындама да ол нәрсеге. Сондай кредо сондай да өмірде. И сондаймен жүреміз. Біздің жігіттерге де көп жетіспейтін нәрселердің бірі осы ғой. Біз ол жауапкершіліктен бөлек өзін өзі дамыту, осы бір тақырыптарда психология дейсіз ба, немесе бір отбасылық проблемалар дейсіз ба, қарым-қатынас, коммуникация дейсіз ба, осы тақырыптарда бір көбірек біздің жігіттерге бір іздену керек шығар деп ойлаймын осы кейінгі кездері бізге. Біз бір бизнесті оқимыз, бір тендерді оқып аламыз, бірдеңкелерді көп оқимыз, бірақ бір осы конфликтті, отбасылық конфликтлерді біз бір майда өзінен өзі бір бола беретін бір бытовуха әшейін бір кір болған нәски деген сияқты ғана қарастырамыз ғой. Ал ол кәдімгі әйел, кәдімгі балаңның шешесі деген сияқты негізі бір екі дүниелік үлкен вопростарға келіп тірелетін нәрсе ғой негізі. Не сыбырласып жатсыздар сонда? Жоқ, жаңағы нәрсе мысалға айтып тұр ғой, мен отбасы құрардан бұрын дайындалдым, жоспар құрдым. Яғни стратегия жасаған болып тұр ғой. Стратегия бір ересек адам болған болып тұр ғой енді. Ертерек есейген, жаңағы аружан ару айтпақшы сепарация. Қай қиын болды? Сен өзің ересексің, сенің қасыңда ата-анасынан сепарация өтпеген, өзіне жауапкершілік ала алмайтын. Бізде мына Инстаграмда кішкентай қыздың бейнесін қатты насихаттайды. Әйел адам андай бала сияқты болу керек, өзіне жауапкершілік алмау керек, әлсіз болу керек дейді да. Шын мәнінде ересек еркекке, егер сіздер ересек еркек қалап тұрсаңыздар, ересек еркекке айтшы берік, ересек еркекке сондай бала сияқты өзіне жауапкершілік ала алмайтын әлсіз әйел керек па? Жоқ, қажет емес сондай. Туғанына шүкір деп қойсаңшы сондайда. Ол менің есеюіме өте үлкен еңбек сіңірді. Давай осыны может айтамыз? Сенен тыңдап жүрміз. Бағанағы сіздің сұрағыңызға айтып кеткенде, Ерекең айтып кетті, то что мен дайындалдым действительно. Андай просто так мен семья ойбай, семья бытовуха мен шеше салам деп жай отбасынан еткен жоқпын да. Дайындалдым, оқыдым, көрдім, сынадым. Адамдардың семьяларын семьяларды сынадым, көрдік, и содан кейін шешілген нәрсе да. Бұлай мен үйлене салайыншы, 5-ші курс бітірдім, үйлене салам деп ондай болған жоқ менде. Бірақ сөйте тұрғанның өзінде қаншама қиындықтар болды, иә? Иә, енді бұл жерде енді скорее всего мен қызды танымауым проблемалар алып келген болар деген сияқты. Сосын мен дейтін кілең ер балдардың арасында өстім да. Мен ер баланы көрсетсем, мен спокойно танимын да олны. Ол адам спокойно танимын да. Қыздармен общаться етіп көрмеген, короче. Ер адамды көрсетсе, маған мен айтам, осындай, мына жігіт қандай десе, мен айтып берем да, осындай деп. Келбетіне, потому что білем да, балдардың несін, поведенияларын несін. Айта алам. Қыздарды айта алмаймын да. Қыздармен тіл табысу қиын болды маған. Танымай шықты. Бірақ берік бәрібір сынадың ғой мені. Сен мен туралы сұрадың, айтшы онда. Жоқ, енді оны сұрадық, неттік, но все-таки важно то, что опыт.
опыт өте маңызды, қыздар айта кеткім келеді, потому что менде опыт көп болды. Яғни жоқ, опыт дегенде андай опыт емес енді, қыздың поведениесін білу. Мысалы мен дейтін семьяда мысалы содан кейін де өз қалай поведением қалай болу керек білмедім да мен қыз балдармен. Қыз балдар даже мен просто қызым туғаннан кейін ғана біле бастадым да, қыздармен бүйтіп сөйлесу керек екен, былай екен деген сияқты. Бұл оның кемшілігі, мен айттым кемшілігі, потому что поведением басқаша болды, өзгерту керек болды деген сияқты. На самом деле айқай шығармай просто андай шамалы бір жұмсақтықпен шешіп жіберетін жерде ол еркекше шешкісі келеді да менімен. Сен еркекше сөйлеседі. Анау емес па, сен жауап былай. Ол ситуацияда маған ондай нәрсе керек емес, маған жаным бірдеңе деген сияқты, мен бәрін түсініп жүрмін деген сияқты бір кішкентай сөз керек та маған. А ол маған андай ответственность, мынау деп какой-то. Сен бір рилсың есіме түсіп кетті, ана бір әйелдерімізбен бір еркекше мәселе шешкіміз келеді. келеді. Еркекше шешкісі келетін да. Оған мен ашуланам, сен анаусың, сен мынаусың, сен мені түсінбейсің деп ше. Сіздің қарындасыңыз, әпкеңіз жоқ. Сода да болып тұр ғой мәселе, көрдің бе? Ол коммуникация жоқ та. Жігіттер, әйеліңіз ол пацан емес, в общем. Сол. Дальше сөйтіп ата-ене проблемасынан өткенмен біздің проблемамыз аяқталған жоқ әрине. Өйткені айттым мен кішкентай. Бытовой сондай проблемалар. Менің мысалы әйел адамды танымауым, білмеуім да қандай олардың қандай менен не күтіп тұрғанын білмеймін да. Мен ер адамды білем, не күтіп тұрғанын, әйел адамның не күтіп тұрғанын білмеймін мысалы. Сондай жағдай бұл. Не күтіп тұр екен, сонда соны айтып жіберіңізші, маған да керек еді. Айтшы. Біліп алайын деп едім. Мен де біліп алайын. Мен де білмей жүрмін, менен не күтетінін айтыңдаршы, түсінбеймін соны. Біз әр жыл сайын жаңарып отыратын сияқты біз. Бұл кісілер біздің күтетініміз бітпейді. Бұл кісілер өздері де білмейтін болу керек, не күтетінін. Сондай болар, сондай кішкене қиындықтар болды. Сонымен қазір қалай ойлайсың, әйел сенен не күтеді? Басына ойына келген күтеді. Біздің подкаст бүгін отбасылық емес, әйелдер мен еркектердің батылы. Бүгін қандай оймен туады, соны күтеді дейсің ғой. Таңертең қандай аяғымен тұрады, сол. Енді ол да бір жағы заңдылық қой енді. Мысалға біз олай өзгермейтін, бір жаңа құбылмайды. Біз өз қыздарды сол өзгергіштігі, құбылғыштығы, еркелегіштігі, жылап қалатындығы, бір светофор сияқты бір аумалы төкпелілігі үшін де жақсы көреміз ғой. Бір өзгермейтін, қатал, жаңа юбкадағы Махамбет, Маргарет Тэтчерлерді біз жігіттер жақсы көрмейміз ғой, біз бәрібір. Білмеймін, айта алмаймын. Дело вкуса, да. Маргарет Тэтчер керек сияқты дейсің. Жоқ, мен просто Маргарет Тэтчермен үйленіп көрген жоқпын, поэтому айта алмаймын. Мен қатты деген ғой енді. Еркек сияқты деген образды айтқым келгені ғой. Сонымен де қызық. Суық ақылдыларды жақсы көрмейміз ғой деген ғой. Скучно. Жақсы көретіндер де бар шығар. Ол кісінің күйеуі бар шығар, Маргарет Тэтчердің десең. Болған шығар, то есть. Сол. Енді кешеде осы мысалға Аруды енді бұрыннан білеміз ғой біз. Енді Ерлан, сен оқымайсың ғой парақшасын, аса біле бермейсің, бірақ Ару өте сирек нелердің бір феномен деп қояйын да бір. Ару өзінің контентінде отбасылық ара қатынас, екеуінде қиындықтар барлығын ашық жаза береді да. Жақындағы бір нені оқып қалдым, содан шығып тұр ғой, Ару, сен маңызды шешімдердің бірі бала дүниеге келді, жаңағыдай кішкене өсті, жұмысқа шығып, сосын қайтадан маған жұмыс істеп керек емес, күйеуім ақша тауып жатыр, не қыламын деп қайтадан барып отырып, ол кезде де бір әлі толық бір піспегендігің болып тұр ғой, әлі толық есеймегендігің ба, осы Арудың есеймегендігі, жаңағыдай жұмыс істемейтін Арумен бүгін осындай бір жұмыс істейтін жан-жақты, тіпті басқалардың отбасына, басқаларға балаларын тәрбиелеуге көмектесіп жүрген Ару екеуінің айырмашылығы неде? Сізге көбірек қайсы Ару ұнайды? Қазіргі Ару жақсы ұнайды, бұрынғы Ару ұнаған жоқ та. Бұрынғы Арумен қандай қиындықтар болды? Жоқ, мен жалпы қыз баланың андай өскенін жақсы көремін да. Вообще адамдардың өскенін жақсы көремін да. Бір орында отырып жылай берген адамдарды особо жақтыртпаймын да өзім. Жылай беретін адамдар, олар маған отвращение алып келеді да. Ол орында отырып алып, ештеңе істемей жылай берсе, оған ешкім алып келмейді да, ештеңе. Все время еще внимание күтіп. Аруға жұмыс істеме деп айтқан кезіңіз болды ма? Жоқ, ондай кез болған жоқ. Мен ондай айтпаймын. Шектеу қойып, жұмысқа бармайсың, мынаны істемейсің. Определенный нелер бар енді, банағы мысалы ислам бойынша нелер, но в основном адам даму керек та.
мен өзімнің ойым да, то есть адам даму керек, адам білу керек, өсу керек. Егер үйде отыратын, андай айтады ғой көп, үйде отыр нетпейді деп, ондай адамдар енді бағана айттым ғой, жылай береді, иногда өзімен өзі үйінде отырып бірдеңе ойлары, басқа бір фантазиялар келеді. Сосын дейтін еркекке де ол нетеді да, мешать етеді да, то есть мысалы фантазиялары. Иә, сосын еркекке де подножка қойылады содан кейін. Дамып, өз-өзін дамытып, әрі қарай оқып или там бірдеңе істеп тірлік жасайтын кісілер, олар более жақсы болады да мен үшін. Мен өзім де сондай, мысалы қыз балаға дамып, өзін дамытып, тіл біліп, немесе тағым басқа да бірдеңе оқып, сондай жақсы көремін да. Аруға да всегда айтқам да, оқы, дамы, саған зеленый свет любой жерде. И өзіңнің просто нелеріңді біл да, границы. Любой адам, ер адамға да байланысты да. Даму керек, жұмыс жасау керек, но главный границаларды білсең болды да. Біреудің ақысына кірмеу керек, там тағы да нелер бар ғой, определенный правила. Соны білсе болды да адам. Мен үшін сол маңызды. Бірақ біздің қоғамда беріп білесің да, еркектер әйел адамның дамуынан қорқады. Және мана айтқанда Инстаграмда кейбірлері соны насихаттайды, яғни сен дамып кетсең, сен өйстіп кетсең, мықты болып кетсең, еркегің үшін қызықсыз болып қаласың деген сияқты. Және кейбір еркектер шынымен де әйелінің дамуынан қорқады. Онда ол неге деп ойлайсың деп, мен журналист болып кеттім ба мен жерде? Жоқ, соған келе жатырмын ғой, сол біз бүгін екеуміз ол екі еркектен дамуын қорыққан адам, значит, ол өзінің әйелінде соперникті көреді ғой. Маған мысалы әйелім соперник емес та. То есть осы маңызды да. Әйелім дамыса, ол маған плюс та. Дамымаса, маған минус. Бірақ мысалы әйелі енді жаңа Ару айтып жатыр ғой, бұрын Берік жаңа ақша тапты, мен қарап отырдым, үйде бала қарадым, үйдің жұмысын істедім, оны мен қарап отырмай проблемалар болды қарым-қатынаста, Беріктің маған қарым-қатынасы ұнамады, грубый болды деген сияқты ше, сондай нелер жазып отырдың. Бұл енді оның өзінің проблемасында, өзінің өспеуінде да. Ол менің проблемам болған. Сол мысалы сіз андай жаңағыдай грубый жолдармен емес, сіз былай келіп әңгімелесіп айтсаңыз түсінбедім ма? Мен енді айттым ғой бағана бұл жерде минусымды. То есть мен қызбен қалай отношения жасауды білмедім. Ол сол главный минус болды. Қалған бәрі минус олсын кісінікі. Ничего себе! Я не виноват, она сама пришла деп. Бір нәрсе айтып еді, Ерекке бізде «Идеал жігіт» деген кітаптың авторы. Сол жерде оқыған кезде маған өте қатты ұнағаны, ол еркектерге былай деп айтады. Қыз таңдағанда да қыздың түрі, енді сөзбе-сөз айтқан жоқ, мағынасын айтып жатырмын. Егер сіз жаңағы тәпсірін айтып жатырмын, дамитын, ақша таба алатын пысық қызды қаласаңыз, ол үй тірлігінде мысалға үлгермей жатуы мүмкін емес, жататынын ескеріңіз. Ал егер үй тірлігіне керемет, жаңағы сондай бәрін үйлестіріп отыратын әйел қаласаңыз, онда оған өмір бойы жауапкершілік алып, да? Жаңағы ол бәлкім ақша таппайтын сол жағында қарастырыңыз дейді да. Сол қаншалықты рас сенің жағдайыңда осындай минустармен сен қалай күресесің? Күресесің бе жалпы? Ақша таппайтын. Тем более сен перфекционистсің, сен үйде таза болған жақсы көресің, барлық нәрсенің өз орнында болған жақсы. Енді мысалы мен әйелдің бәрі жұмыс жасау керек деп айтып отқан жоқпын бұл жерде. Әйел даму керек деп отырмын да. Даму деген жұмыс жасау, даму екі нәрсе. Иә, екі түрлі нәрсе да бұл жерде. Даму керек дегенім мысалы үйде отырып бір тіл үйреніп, немесе бір тірліктер жасап, үйінде ұстап отырып, балдарында оның өзі де даму. Иә, балдарын шынымен бізде даму десе, даму тең жаңағыдай көп ақша табу. Көп ақша тапқан адам ғана дамыған деген сияқты көзқарас бар да. Ал негізі мысалы үйдің өзінің организациясын үйрену да, былай қарасаң. Домоводство ғой былай қарасаң. Ол да негізі даму ғой. Күшті болып үйді ұстау. Сол мысалы әйелдің не только үйді ұстау, но и бағанағыда айтып отырмын ғой, өзінің обучение мысалы оқуда да дамуы, әйел жалғыз үйді таза ұстап отыр, бұл обычный дело болып кетеді да иногда әйелдерге. Мен тазалап қойдым, все, анау жауып тастадым, все, тамағын бердім, ұмытып кетеді да, все, жасап жатырмын ғой деп, сосын шығару мүмкін да. Бұл жерде оған дополнительный функция берілу керек еще.
Қандай? И так өзіміздің функциямыз. Потому что кейбір әйелдерге жеңіл, мысалы үй жинап тамақ пісіріп отырсам болды, сонымен сосын күйеуінің миын жей бастайды да, мен бүйтіп жатырмын сөйтіп жатырмын деп. Оған мысалы тіл үйрет балама деген сияқты, или өзің тіл үйрен деген сияқты, сондай да бір функциялар болу керек. Короче, адам үйде отырса өз-өзін заняты болу керек та, чем-то. Бір жерде отыра берсе, адам шайтан бездіреді да оны. Манағы нәрсемен келісесің ба, что ақша табатын әйел үйде тірлігінде үлгермеуі мүмкін? И это окей ма сіз үшін? Жоқ, енді үйдегі тірлігіне үлгермесе, ақша жұмыс жасап ақша берсін, там несін деген сияқты. Компенсация жасасын. Мына, сол мысалы Ару бұрын есіңде ма, сен айтушы едің ғой, мен үйге көмекші алуға өзіме рұқсат бермейтінмін. Иә, рұқсат бермедім. Сол поэтапно жеттің сол нәрсеге мысалға да, неге. Ол жерде ең маңызды ключевой момент ол берік қарсы болды ма, әлде сен өзің... Өте күшті сұрақ, мен ойлайтын берік қарсы деп. Берік айтты, ол өзінің проблемасы, менің таракандарым деп ше, ол менің басында. Мен жалпы өзімнің проблема берік кінәлі деп ойлайтынмын. Кішкентай бала не қылды дейді, мама сен кінәлісің, бала позициясындағы адам сөйтіп айтады ғой. Сен айтпайсың, анықтамайсың, сырттан ол үшін шешім қабылдап қоясың. Өзім шешім шығарам, мен егер көмекші жалдасам, берік маған бірінші қарсы болады, оған ұнамайды деп, ал екіншіден менде доказательство болды. То есть берікке хотела доказать, что мен үй жинай алам, тамақ істей алам, мен күшті әйел бола алам, сен бірақ маған соңында 5 деген баға қойып, молодец, күшті әйел деп мынандай медаль тағу керексің деп. Ол болған жоқ. Медаль болмай қалды. Медаль болмай қалды. А неге жоқ? Мен жылаймын. Истерика шығарам, ұрыс шығарам. Сен мені бағаламайсың, мен туалетті көрдің ба, қалай тазалап қойдым. Былай қарасаң, екеуміздің де туалетіміз, ну и что мен тазалап қойдым. Но мен оны тазалаған кезде қазір берік келеді, оған приятно болады. Ниетің де дұрыс емес. Ол көріп маған молодец деп айту керек. Не деген таза туалет? Не деген таза, потому что маған ол керек емес, мен реально берік үшін жасайтын. Маған, в принципе, аптасына бір рет жуып алсам да жетеді. Бірақ берік тазалықты қалайды да, берікке ұнайды тазалық. Сондықтан мен оның туалетін жоқ, келгенде душқа түседі, душты үсті жуып қойып, комет сасытып, а ол это воспринимает как енді үй болғасын солай болу керек емес па деген сияқты. Ол да нормально жақ. Иә, а мен оған жаңағы истерика шығарам да, сен байқамайсың. Сонда сенің ойыңша ол не істеу керек еді? Мысалы, бәрін тазалап қойдың. Ол не істеу керек? Каждыйны мақтау керек. Иә, ол енді мен өзім қазір мен түсініп тұрмын, кейін өзімен жұмыс жасағанда мен түсіндім, бұл жасасам өзім. Сен айтасың ба, хотя берік, мен бәрін жуып қойдым. Жоқ, айтпаймын ғой. Айтпайсың, тек ренжисің жай. Мен жинап айтамын ғой. Жинап боқтың бәрін жинаймын, бір күні бетіне лақтырамын ғой. Сен ана туалет тазалағанды да байқамайсың. Мусорды шығардым, үйттім, бала тудым, үйстім, тамағын жасадым, соны да байқамайсың. Бірақ негізі бұл жерде менің айтуымда бір жағынан дұрыс, потому что шынымен де бір әйел адамға рахмет айтып, не істеп қойсаң біз жүгіре береміз ғой. Өз құрметті жігіттер, өзі ана Аргентина Ямайка 5-0 деген бір өлең өшеді ғой, 98 жылы шыққан. Өзі эмоциональный баланс, эмоциональный бір банк деген сөзді де бір қазір көп айтып жүрміз ғой осы кездегі. Ол әйеліңіз бірдеңкеге ренжиді, мысалға ол жаңағы Ару сияқты бірдеңкені ішіне түйіп қояды, тағыны ренжіп жүре береді, бірде нөл сіз ұтылыста кетіп бара жатсыз да, бірақ оны еркек білмейді оны әлі. Нөлде бір ертең жаңағы тағы мусор шығарған үшін мақтамадың, тамағы тәтті екені үшін мақтамадың, киімі түктеген үшін мақтамадың, сонымен Аргентина Ямайка 5-0 разгром болады да. Ал оның орнын жаңағыдай тамағың тәтті болыпты, мусорды шығара салғаның жақсы болыпты, кешке серуендеп келейік, мороженое жейсің ба, кофе ішесің ба деген сияқты есепті бір теңестіріп отыру деген нәрсе біздің жігіттерге көбіне жетпей қалады да, біздің жігіттерге. Жаңа эмоциялық банкты толтырып отыру әйелдің. Бар минус да. То есть шынымен де біздің еркектерге ол жетіспейді, және берікке де ол жетіспеді. То есть ол осындай эмоциональный. Сосын негізі бәрібір туалеттің таза болғаны, немесе ваннаның таза болғаны бәрібір жақсы. Еркекке ол өте приятно. Оны және әйел істегені де бір приятно болуы мүмкін. Оны да бір анадай бір неге біз осыны істедік, біз осыны бір ұлы жаңағы бағаламадыңдар деп, одан да бір трагедия жасаудың керек жоқ деп ойлаймын мен. Керек жоқ, ол бір әйелінің бір үйде уют создавать еткені еркектің бір жүрегіне приятно ол бәрібір. Ал енді бір айғайлап кейде айта алмауы мүмкін, енді бір жасапты деген сияқты да, мысалға. Мысалы мен күйеуім көрсетпейтін соны. Ол 99% еркектер көрсетпейді оны. Бірақ ол оның ішінде әйеліне деген бір құрметі, махаббаты, бір лампочкасы, бірден жанған болуы мүмкін да. Тура сол сияқты, тура жаңағы сіз айтып отқан әңгіменің обраткасы сияқты, сіздер бір истерика шығарып, жаңағы шаш жұлуды бастаған кезде, өткенде туалет жуған еді ғой, мен үндемей ақ қояйын деп өтіп кеткен болуы мүмкін ол ситуацияда.
жоқ негізі осыны да ескерейік, жігіттер жамандай бермейік деген. Жігіттер сендерді қолдап жатырмын. жоқ бірақ енді қарашы Берік Ерлан десең да екеуі неге мысалы сол нәрсе уют создавать ету Еркектің просто түсіндім, табиғатында эмоциясын білдіру деген біздің советский еркектерде жоқ. Біздің әкелерімізді қашан көрдіңіздер? Біз енді алдымыздағы поколениеден қарап өсеміз ғой. Жаным тамағың тәтті болыпты деген қай әкемізден көріп, әкелеріміз естіді ма? Енді маңызды болса үйрену керек. Дұрыс қой, енді мен оны маңызды емес демеймін. Біз просто көрмегенбіз. Біз толқынды толқын қуат. Біздің алдындағы поколениемізден көрсек еді, жаным жаңа тамағың жаным деген сөзді шешелеріміз естімей өмірден өтіп кетті ғой біздің, Құдай ау, дұрыс па? Біз оны көрмегенбіз. Содан кейін біз айта алмаймыз. Бірақ оның айту керек екендігін ішімізден білеміз негізі оны. Біз де қатты ақымақ емеспіз ғой. Бірақ просто енді дұрыс бізден кейінгі жаңағы бір 50 жылда даже білмеймін иногда 50 жылда ел жаңа деген сияқты мүмкін біз енді өзімізді қинап болсын істеп эмоциямызды шығарсақ, біздің балаларымыз кейін өздерінің әйелдеріне эмоциясын ашық айтудан қысылмайтын болатын шығар. Я, енді соны сіздер қашан нақты бастайсыздар дейсіз. Құдай қаласа енді пенсияға бір 20 жыл қалды. Жоқ, енді айтып үйреніп келе жатыр ғой. Шынымен енді бір несін беруге болады. Келесі проблема, Беріктің маған эмоционально мен қалайтын нәрсені бере алмауы бір болса, Беріктің жағынан менің жағынан мен соны жеткізе алмауым, оны истерика арқылы жеткізуім ше. То есть, мысалы на самом деле бұл ақымақ емес қой. Егер мен оған нормально келіп түсіндірсем, бұл негізі түсінеді. Бірақ менің бала позициям онымен нормально сөйлесуіме стратегияны көрсеткен жоқ та миым. Мен оны жинап үндемей өйтіп жарып айтатынмын да, айқайлап, ұрыс шығарып, кетемін деген сияқты. Артық сөздер айтып, сөйтіп ол еще больше конфликтке ұшырайды. Жоқ, бұл жерде енді сол бағана ұрыс шығару, адаммен андай ересек адаммен сөйлесе алмау да. Берік, сол кездерде аруға қол көтерген кездеріңіз болды ма? Иногда болды, иә. Қалай өзіңізді ұстауға тырыссаңыз да бір? Жоқ, енді мен айтып отырмын, бұл жерде бала позициясында болу. И еще жалғыз арумен проблема болмауы бұл жерде. Бүкіл проблема менің мойнымда болу. То есть өз ата-анаммен проблемам, жұмыста проблемалар, там басқа да проблемалар. Финансовый проблема. И соның бәрін 25-26-та болдым ба, 28-де где-то сондай. Соның бәрін мысалы андай менде робот емеспін ғой, шеше алмауым да. Адам өзінің басына проблема алып кетсе, оған көмектесетін кісі болмаса, өзі шеше алмауы мүмкін да иногда. Соны шеше алмай қателіктер жасайды. И сол қателіктерді бірақ та енді осы күнге дейін түзеп білдім да. Осы күнге дейін түзеп білдім. И соны түзеп алу керек та, маңыздысы дұрыстап. Бірақ оны түзеу үшін адам действительно ол қателік өзінің басындағы проблемаларын өте дұрыс айтады, көптігі және онымен справляться етпей жатқандығын мойындау керек қой. Дұрыс емес па? Сол соны мысалы проблеманы шешіп мойындап, соны дұрыс жолға салу меніңше маңызды болды да, менің де ситуациямда. Мысалы арудың бағана өспеуі дейміз да. Өспегенде мен, получается, оның папа-мамасының рөлін атқардым да. То есть... Ата-ана ретінде орнында қосып. Менің өзі 2 балам бар, или тағы балам бар, еще маған тағы бір қыз қосылды да, мысалы. Ол менен әйел көргісі келді қасында. Тірек көргісі келді. Бала и так бар онда. Тағы да бір бала оған қажет болған жоқ та. Сондай. Ол типі соны мені тәрбиелеу методикасы деп ойлады да ол. Типа осылай мен тәрбиелеп жатырмын деп. И солай тәрбиелеп жатырмын, еще енді өзім бала тәрбиелеп көрген жоқпын. Еще бала қосылып тәрбиелеп жатырмын да. Еще переходной возрастта. Мен еще подросток, переходной возраст, соның өз баламмен қоса аруды да тәрбиелеу керек болды да. То есть надо было тәрбиелеу дегенде андай не емес, ұрып соғып не емес. Надо было жолды көрсетуге да, мысалы. Сен былай істесең, былай дұрыс болады деген сияқты. Но ол еще бұл жерде андай да, подросток болғасын, менімен теке тіресіп, қарсыласып, дұрыс нәрсені айтып атқанын қабылдамау да адамның. Сен оған жақсы бірдеңе айтасың, сен адам саған мысалы менің тыңдаушым дұрыс түсінбей басқаша жасап, маған енді андай қатты әсер етеді да. Ең маңыздысы болды да маған бұл жерде бұның проблемасы. Мені тыңдамауы да, то есть андай ойлауы, мені жау көріп тұра ма? Жау көруі,
сосын басқаша ойлауы, мені қарсыласуы. унижать етіп тұр деп ойлайтынмын. Бірақ шынымен де кейде сен өзіңнің нелеріңді дұрыс жеткізе алмайтын. Айттым ғой, еркекше жеткізетін да. Жоқ, енді айтып отырмын ғой, мен бала тәрбиелеп көрген жоқпын. Өзім жаспын, тем более опытым жоқ. Енді қазір мысалы маған алып келсе бір сондай подросток әйелді, мен уже, наверное, басқаша тәрбиелеймін да. Сол кезде сол кезде мына жер жаман кетті. Ешкім әкеле күшті кетті. Сондай оқиға болды да, сондайлар болды енді. Тағы да сондай, бірақ подросток әйелге дайынсыз ба ментально? Енді айтып отырмын, қазір любой накпеңдер сындырамын. Мен дайын емеспін, керек емес деп айтатын шығарсың. Что-то қиындық менен аз көрген сияқтысың ғой. Бір жолата әйел алудан мен көңіліңді қайтарайын деп едім дейсің. Жоқ, осы жерде бір нәрсе сұрағым келіп тұр да, жаңағыдай ключевой сөз бергі айтып тұр да, мен яғни ол отбасылық өмір деген, ол енді отбасы деген айтамыз ғой, бір жоба, ол жерде екі ересек адам болу керек, ол ортақ проект деп та. Яғни мына жерде бүкіл проблема өзімнің мойнымда, анауда, мынауда, тағы да оған қоса менен біреу эмоция сұрайды, біреу менен внимание сұрайды. Сондай андай бір өзіңізге сондай потребительский отношение сезініп тұрсыз ғой, андай бір тек қана беру керек. Сондай бишара мойнына мініп алған. Қазір мысалға айру байқасаң, қыздарда сол жаңағы өзің айтпақшы насихат, мінекей күйеуің бәрін жасау керек, сен жырғап отыру керексің. Сен тек қана жаңағыдай әйел болып, тек қана эмоция беріп, күліп, сөйтіп қана отыру керексің деген нәрсе. Шын мәнінде отбасыда осы баланстана екі ересек адам болу, бір-біріне жаңағыдай тірек болу деген нәрсені бұзатын сияқты да, шынымен де. Бұзады ол бұзады. Өйткені бір жақты нәрсе ол ешқашан толық баланс болмайды да уже. Сондықтан не болмаса біз керісінше дұрыс түсінбейтін сияқты сол нәрсені. Яғни оған әйел адамға өзіңнің орныңда бол дегенді инфантильный бол деп түсініп алады да. Шын мәнінде. Негізі ол екі түрлі нәрсе ғой. Иә. Қандай ақылды әйелдер. Вам повезло. Осы мен мына бір ақыл болып кетемеген бірдеңе қоса салайыншы. Біз осы Инстаграмда болсын, любой жерде ақылды көп айтамыз ғой, енді айтылады, тыңдай береміз. Бірақ құрметті отбасылар, кейбір ақылдар сіздерге тура келмеуі мүмкін негізі. Әр отбасының өзі идентичный деген сияқты, әр отбасы жаңағы адамдардың саусағының жаңағы отпечаткасы әртүрлі болатын болса, әр отбасының өзі әртүрлі да негізі. Әр екеуі, тем более әр екі түрлі әулеттен келген болса, әр отбасының өзі құрылымы, молекулаларының бірігуі бөлек нәрсе да. Оған сырттан айтылған ақыл, ол бір не бір керемет сөз болса да, дана адамның аузынан шықса да, дәл бір құйылып, дәл түспеуі мүмкін. Өзі бір жаңағы бір чоркалардан өтіп барып екен, бір ақылдасып екен, бір идеальный случайда, әртүрлі жағдайлардан өтіп барып, өз отбасының бір жолы, проблемаларды шешу несі қалыптасатын сияқты да, инструменттері. Сондықтан жаңағы ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты деген сияқты, осы бір ақыл күшті екен деп оны сіңіріп алмау керек сияқты қазіргі отбасылар. Сол үшін судан алып қойық. Дегенмен 21-ші ғасырда меніңше, білмеймін, ересек болу маңызды. Жоқ, ол мен ересек болмаңыздар демеймін, бірақ барлығын дұрыс екен деп қабылдай бермеңіздерші деп жатырмын. Енді қазір мысалы ол біреуге ұнайтын шығар сондай әйел. Білмеймін, Қазақстанда бірден кем миллион еркек бар ғой. Сондай әйел ұнайтын шығар, немесе сондай күйеу ұнайтын шығар. Енді оған сенің күйеуің мынандай болсын, сенің әйелің мынандай болса ғана жақсы деген болмайды да негізі. Екеуі бақытты ма? Пусть бақытты болып көрге дейін кете берсін. Оларды өзгертіп зачем? Ең бастысы екеуіне де екеуіне ұнап тұр ма осы нәрсе? Екеуінің ажырасуға апара жатқан жоқ па? Балаларны барлығы аман есен ба? Болды ол, басты осы нәрсе. Окей. Бірақ екеуіне де окей. Жоқ, енді бұл жерде бағанағы инфантильный туралы айтсам, негізі олай вообще негізі әр адам өз үшін жауапты да. Неде, мысалы, өзінің ісінде, несінде. Күйеуі қайтыс болып кетсе, мысалы. Бағанағы инфантильный әйел, который күйеуінің мойнына мініп алып, сол қалай дальше өмір сүреді деген вопрос та. Тағы күйеуге шығады. Окей, ол да өліп қалды. То есть өзі тірлік жасап. Жоқ, ол же екіншісінде ондай ересек позициядағы адам кездеспей қалса шал. Иә, басқаша болса, мысалы. Сондықтан менің мнением, то есть ер адам болсын, әйел адам болсын, өзінің тірлігін жасап білу керек та. Өзінің жұмысы, ересек болу керек. Біреудің мойнына мініп алып, отырып алып та,
мен үшін дұрыс емес нәрсе да. Сен мойныңа мініп алды, сен еще оны груз қылып аласың да, еще балдарың бар, еще тағы бар. И саған да қиын болады да бұл жағдайда. Бергенді не істесеші, еркек сөйтіп мініп алсашы, қазір ондай жағдайларда өте көп. Еркекпен осы это вообще мен үшін білмеймін, нонсенс да. То есть ол ер адам хотя бы әйтеуір бір пайдалы нәрсе жасау керек та мен үшін. Мініп алып, мысалы, әйелім мені асырасын деп отырса, дұрыс емес та. Окей, дұрыс емес. Хотя пайдалы дегенде қандай пайдалы? Не знаю. Үй жинау керек. Шаруағында бір овощ продукты жасай ма, не өсіре ма, мал өсіре ма, или там таксовать ете ма, или тағы басқа не. Әйтеуір тірлік жасап. Ол мініп алу емес қой. Иә, бірдеңе жасау керек. Жоқ, мен айтайын. Ешкімге жауап бермейді да. То есть өзің ақшаң өзіңде болу керек та. Мен мысалы біреуден ақша сұрап, кстати, өзінің ақша өзінде демекші, бізде общий бюджет жоқ. Бізде әркімнің ақшасы өзінде. То есть мен Беріктің даже қанша алатынын білмеймін. Примерно білем. Енді зам начальник месторождения нормально алады деп ойлаймын. Примерно. Қанша аласыз осы жерде біліп қалсын келіншегіңіз. Ол да менікі примерно біледі. Секрет фирма. Ал енді бір болады ғой, ортақ қалай расходтар бәрібір отбасы ортақ та. Оған қалай бюджеттеріңізді распределять етесіз? Қалай жұмсайсыздар ақшаларыңызды? Мен келген кезде мен аламын, мен жоқ кезде өзі алады. Ақшам жетпесе сұрайды. Ақша жетпесе сұрайды. Мысалға, бізде мынандай нәрсе бар. Менің басыма артылған нәрселер бар. Мысалға, мен балалардың оқуы мен өзім алып алдым жауапкершілікті. Балалардың, мен барлық балам платно оқиды, оны мен өзім алдым. Екі адам сөйлесу арқылы шешіледі. Мен мынаған жауаптымын, мен мына бір сфераға жауаптымын. Мен балалардың оқуына жауаптымын, и мен өлтіріл оны тауып ай сайын жинағы соны салам балалардың ақшасын. Тамаққа келген кезде санаспаймын, өзімде жейтін тамақ, өзімнің балаларым жейтін тамақ ала салам, жоқ па Берік, тен ақша сұраймын, Берік тамаққа ақша жіберші деген сияқты. Тамаққа келген кезде былай ала береміз. Бірақ үйдің ақшасы бар, мысалға, квартплата, мен вообще 15 жылда, мен даже ыстық су, салқын су, счетчик қайда екенін де білмейтін адаммын да. Квартплата төлеу, көптеген одан басқа да расходтар бар ғой, оның бәрін мысалға тоже Берік маған проблемасын айтпай, өзі жаба береді. Енді қыдыруға келетін болсақ, көбіне қыдыруға енді мен ақша құртам, потому что көбіне қыдыру ол менің идеям. Мен жақсы көрем қыдырғанды. Берікке салатын болсақ, Берік үйде, давай үйден шықпай отыра салайықшы, суши заказ берейік, кино көрейікші дейтін адамда ол деген. Мен жоқ, анда барайықшы, мында барайықшы, ана жерді көргім келіп тұр, мына жерді көргім келіп тұр деп. Менің бір жағынан ақша табуыма осы бір мотивация болды да. Өйткені Берік менің полностью базовый потребностерімізді жапты. Бұрын мен жұмыс жасамағанда, бірақ одан артыққа артылмайтын да. Мен жаңағы отельдерде болғым келеді, шетелге шыққым келеді. Бір хотя біз Америка шыққан кезде в основном сен жаптың да, расходтарды. Бірақ мына Қазақстанның ішінде. Сонда өзіңнің қалауларыңды сен өзің жабасың. Өзім жабам. Саған ол нормально. Бұл ересек болуыма көмектесті. Себебі мен бұрын менің қалауымды менің күйеуім жабу керек деп бұдан күтетінмін. То есть мен кафеге барып бірақ қазір бүкіл жерде сенің қалауларың бар, сенің қалауың болмай қалса, күйеуің ақша таппай қалады. Сенің қалауларыңа күйеуің беретін болса, күйеуің бір нәрсе сыйлайтын болса, сол күшті деген сияқты идеялар насихатталады ғой. Қыздар көп жағдайда конфликт шығады да содан отбасыларда. Мен бұл идеямен өмір сүрдім. Менің жағдайымда бұл идея жақсы жұмыс жасаған жоқ. Себебі оның кесірінен біздің жағдайда ұрыс болды, недовольство болды күйеуіме байланысты. Күйеуім түсінбейтін, болмаған айтатын, это твои потребности, сен қалайсың ба, саған қолыңды байлап тұрған ешкім жоқ. Оқы, дамы, жаса, мен сен ақшаңды сұрап атқан жоқпын деген сияқты. Қалай мен өзім шынымен де соны мойындап, бұл менің қалауым, өзімнің қалауымды өзім орындауым керек деп қалай мен орындай бастадым, менің күйеуімен қарым-қатынасым жақсарды. Ол маған уже как әйел ретінде қарай бастады да. Бірақ ол мен айтпаймын, мен қалауым жап. Мысалы айтып тұрмын ғой, Америкаға бардық. Мен айттым, Берік Америкаға барғым келеді. Иә, ол мені апарды. Ол менің мысалға кітап шығарып жатырдым. Бір жаңағы сыйлықтар алуым керек болды. Мен айттым, мынандай сыйлықтар алуым келеді. Ол маған ақша тауып берді. Вообще андай қалауымды орындамайды демеймін. Бірақ мен бұрынғыдай күтпеймін. Берік менің мына қалауымды қайткенде де орындау керек деп күтпеймін. Өзімнің менде мынандай қалау бар, так мен Булгаридің несін алғым келеді деймін де, мысалға ақша жинап, соны аламын. Түсініп тұрсыздар ма? Түсіндіре алдым ба? Ал енді Берік, сізші осындай қай позицияда қару сізге көбірек ұнайды?
конечно ақша сұрамайтын деп қойсаңшы өзі жауап береді. Жоқ, ақша сұраймын бірақ мен. жоқ енді любой адамға ақша сұрамайтын кісі жақсы. Да? Бірақ мысалға Сен келсесің бе, әйел адам ақша сұрамаған жақсы деп? Конечно. Енді үйленгенге қанша? 15 жыл болды дедіңіздер ма? Осы енді махаббат деген не екен өзі бір? Махаббат 15 жылдан деген кейін қандай қарасаңыздар не екен осы? Қиын Бізде енді сұрақ. махаббаттың бір насихаты белгілі ғой қандай екендігі. 15 жыл осындай әртүрлі жолдардан өткеннен Бізде- кейін махаббат деген қалған шығар енді махаббат. Сол не қалай көресіздер соны? бізде ана махаббат деген қосылмай кету сияқты насихатталады жаңағы өлең. Махаббат станциясы деген сияқты музыка. Енді мен үшін махаббат деген андай болды да, татулықпен өмір сүру. А? Татулықпен өмір сүру. Аха. Адам ана бір-бірін айтады ғой, мимикадан түсіну да. То есть, Түсінесіздер ма қазір мимиканы? адам мысалы мимикасын түсініп бір-бірдің сондай жақсы өмір, тату өмір сүрсе, сол мен үшін махаббат та. Ешкімге андай сенің мысалы минустарыңмен, плюстарыңмен қабылдаса, сол махаббат та. Енді мимикасынан түсіну анау мынау дегенге мен там все время татулықпен жүру деген мен үшін махаббат емес, бірақ махаббат мен үшін қабылдау. Қабылдау. И жаңағы мен өзім мына сөзді жақсы көремін әйелдерге байланысты. Сүйікті болмаған әйел идеальный болуға міндетті. Ал сүйікті әйел қандай болса да өзі біледі дегендей, мен мысалға кейбір рет қалай сен күйеуіңнің қасында анандай эмоцияларын көрсетесің, күйеуің ұрыспай ма, мынандай сөйлесең күйеуің ұрыспай ма дейді да. Мен айтар едім, мен күйеуімнің махаббатын қайдан сезінемін? Күйеуімнің мені қабылдағанынан сезінемін. Осы мінезіммен, осы дейтін кейбірде Беріктің жаңағы сөйлеп жатқан кезіне, ол хотя ол жыны келеді ондайға. Сөйлеп жатқан кезде қысырылсатынға жыны келеді да негізі, шыны керек. Бірақ ол оны қабылдайды. Бірақ ол оны қабылдайды уже. Сол менің сондай алып шыққан мінезімді, осының бәрін қабылдайды және оның қабылдауы және қолдауы мен үшін махаббат. Ана кішкентай бөпе болып жүрген кездегі ару өсіп бастады ғой, ақша тауып бастады. Сол кезде бір қорқыныш, ал енді осы қатын одан сайын енді құтырып кетеді ау деген бір қорқыныштар болған жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Жоқ, ондай болған жоқ, скорее всего. Есімде жоқ, кәдімгі ондай болған жоқ. Бірақ құтырған кезім болды ма? Құтырған кез болды ғой. Главное, ол жерде андай да, қалай сол моментте қалай шекара қоя аласың. Иә, шекара қойып, сол проблеманы шеше аласың, соны білуің керексің да. Мен құтырған кезім болды. Сол маңызды да, соны шеше алатын. Дәлелдеген кездеріңіз. Иә. Ал енді жаңағыда айтып отырмын, махаббат деген түсіндік, біраз нәрседен өттіңіздер осы уақытқа дейін, иә, бір өстім деп отырсың ару, кәдімгідей. Өскенде де сондай өсіп кішкентай қыздан кәдімгі бір қандай да бір деңгейде енді қоғамға пайда келтіріп жүрген адамға айналдың да. Бала тәрбиесі сол нәрсенің барлығынан өсіп, иә. Енді осы отбасына қатысты әлде де жетілдіру керек деп ойлайтын, көбірек уайымдайтын қандай мәселелер бар? Дәл қазіргі кезде бір биыл 15 жыл ма, иә? 16 жыл ма үйленгендеріңізге? Ноябрьде. Так, қай жыл еді? 2009. 2009-да. Иә, 2009-да үйлендік. 15 жыл ғой? 15 жыл. Ноябрьде болады. Болады 15 жыл. Иә, енді осы 15 жыл өткен кезде әлі де мына жағымызды жетілдіру керек, мына нәрсені осы уайымдаймын дейтін қандай мәселе бар? Енді жетілдіру керек. Біз өзіміздің енді даму, әр адам дамый береді дальше, да? Ары қарай дамуы. Содан кейін жетілдіру енді балдарды өсіру. Қарым-қатынаста. Қарым-қатынаста, білмеймін, пока жетілдіру. Балдар да кіреді. Да? Қарым-қатынаста да. Маған айтқандай балдарды жетілдіру, өсіру. Азамат осы елдің екі аяғында тұрып, екі аяғымен жүріп, өз нанын тауып, өз өмірін сүретін азамат шығару. Сондай адамды шығарсақ деп ойлаймын. Сол жағынан дамып, кішкене сол жағынан бір андай жақсартсақ деген сондай ой бар. Абылай өзіміздің жетілуіміз енді адам дейтін өмір бойы жетіле береді ғой. Біздің қарым-қатынасқа не жетпейді деп ойлайсың? Қарым-қатынас енді пока бәрі нормально, толық. Сенде шығар. Әйелде бітпейді ғой. Менде. Берікте тағы да не нәрсені жетілдіру керек деп ойлайсың десе күшті.
Берікке Өзіңде. мен эмоционально жағынан әлі де ашылу керек деп ойлаймын. Өйткені ол негізі эмоционально әлі де зажатый, өте қиын кейде оның эмоциясын шығаруы. Енді ару сияқты эмоциональный қасында эмоциональный жігіт болса қиын болып кейде сосын андай да, кейде мен онымен көңіл көтере алмаймын. Қалай ол көңіл көтере алмаймын? Мысалға бір жерде давай мына жерде билеп өйстіп тұрса, Берік серьезный болшы дейді да, и сразу жауап тастайды да сені. Андай серьезный болшы, ару үйтіп қатты күлмеші деген сияқты сөйтіп айтады. Сосын мен деген кейде осының орнына менімен бірге кәдімгі күлетін, менімен бірге жаңағы мысалға көшеде Америкада айта бердім, кешіріңіздер, просто андай музыка күшті жүріп жатады да, давай мына жерде билік күшті ғой деп, өйстіп билеп келе жатса, не надо, серьезный бол деген сияқты нәрселер болады да. Сол маған андай кейде андай болып. Бұл ана сенің өспегенін көрсетеді да негізі. Әлі де. Бұл сен қабылдамағаныңды көрсетеді ме? Бұл сенің әлі өспегенін көрсетеді. Сен ана мені біреумен сынауың да, біреумен салыстыруың көрсетеді да. Мысалы, балдар салыстырады ғой, мен папам мынандай еді, мына күйеуім де мынандай болу керек деген сияқты. Иә, мүмкін, білмеймін, мен папам неге сондай? Иә, сондай ана адамның өспеуін көрсетеді да. То есть мені тұлға ретінде қабылдамауы әлі бар деген сөз да бұл. Мүмкін, білмеймін енді. Ғылыми әдемі түсіндірмесі болды, осыны айта алмай жүрдім. Жоқ, мен оны қабылдадым, маған жақсы, бірақ кейде сондай уақыт болады да, кейде мне хочется побеситься с мужем. Түсініп тұрсыздар ма? И Берік ондай кезде кейде серьезно болып қалады. Даже просто видео түсірген кезде, вот мен контентім айтам, рахмет, ол мені қолдайды, видео түсіргенді жақсы көрмесе де мен үшін келіседі да. Сосын айтам, Берік шамалы эмоция көрсетшейші, мына экранға эмоция керек қой десем, Берік естіп, я дейді да, сондай. Бірақ ол андай бір қатты минус емес. Енді сонысымен Берік қой ол. Я біліп тұрмын сонысымен Берік, бірақ сонда ту дейсің да. Өзгертіп жіберсе десеңші. Берік дейсің да. Сол. Білмеймін енді қартайған уақытымызды мен Беріктен көп сұраймын, сен қартайған уақытымызды қалай елестетесің деп. Пока картина екеумізде екі түрлі. Мен ол елестетеді. Өзің айтасың ба, қалай бұны, или мен айта салайын ба? Айтасың. Ол айтады, каминде отырып дейді, каминнің қасында отырып, плед жамылып дейді да, жаңағы киномызды қарап. Сен саяхатта жүресің примерно менің ойымша. Жаңағы билеп, ана кемпірлерді көреді, танго билеп жүреді ғой күйеулерімен. Мен соны солай елестетемін, мен айтам, мен жаңағы активный жас кезінде танго билемеген. Мен сені айттым, Америкада болады, давай ертең Қазақстанға барғанда биге жазыласың деп. Негізі келістірдім, бірақ әлі биге жазылған жоқ. Келістірудің өзі. Ерлан биге жазыласың ба? Просто мен солай елестетемін, мен анда каминнің алдында отырып, өйстіп бірдеңе виза етіп жатқанда елестетпеймін, мен танго билеп жүргенімді, круизде жүргенімді елестетемін да, солай. Оған дейін онда істеп қалармын десеңші. Ол енді үлкен адамның өйтіп танго билегені білмеймін. Нормально Берік, это күшті. Жаңа менде қазақский не бар да, кішкене стереотиптер тоже. Сол қазақский стереотиптер маған кейде дұрыс қой, біз енді менде мысалы қартаю десем, мен атам мен әжем еске түседі, есіктің алдында жерге киіз төсеп қойып, бір-бірімен балаларын обсуждать етіп, шай ішіп. Сол, сондай оны хочет. Біз бақытты кемпір мен шал десе, осындайды елестетеміз. Мен ондай емес, менің картина мүлдем бөлек. Бізге сондай болуға рұқсат етіңіздерші, пожалуйста. Киізде отыруға рұқсат етіңіздерші. Ар жағында өзі аз қалды. Танго билеп. Бір жерінде сындырып алып дейсің ғой. Мен мысалы шпагатта отырған жаңа 70-тегі кемпір болатын сияқтымын да, өйстіп сальто айналып жүрген. Білмеймін, сондай болуға тырысамын енді. Ну окей. Иә, сол күнге сальто отырған күніңізді көруге жетейік, құдай қаласа. Иә, біраз нәрсе айтып тастадық. Ерлан, бір не сұрақ қойсын ба? Бір даналық айтылайын ба, не істейін? Жоқ, ана не қалып кетті, бәкең вахтада жұмыс жасайтын нәрсесі. Сізде солай деп естіп кеше, сіз туралы сұрастырып жатырмыз. Жарты жыл үйде болмайды екенсіз ғой сіз. Бір жылдың жарты жылында үйде болмайды екенсіз. Иә, бірақ жаңа баланы айтып жатсыз, азамат қылып тәрбиелесем деген сияқты. Сол жағынан проблемалар негізі. Бағанағы айтып отқаным сол минус имеется в виду, сонда дамытқым келеді деген сияқты. Вахтамен жасаудың, жасау вообще вахтовиктер біледі оны. Вахтамен жасаудың минусы сол да. Сен екі жерде өмір сүресің да. Сенің ана жақта бір семьяң бар, мына жақта бір семьяң бар деген сияқты. Семья деген қалай кетті десең. Ана екінші әйел емес, имеется в виду. Ана жақта да
біз солай түсіндік. сенімен өмір сүретін кісілер бар да, и соған тем да более ол жерде мысалға бастық ана проектілерге жауап береді. жоқ, име сол жағы қиын да, мысалы екі жақта өмір сүрудің сол жағы қиын, и балдарға мысалы көңіл бөлмеу да, бір жылда енді 6 ай басқа жақта, 6 ай мына жақта да, сол жағынан қарым қатынаста да соның себебінен қиындықтар болатын кез болады. иә, қарым қатынаста да қиындықтар болады. Мысалы вақтыда андай да ойлайды да көбі, вақтыдан кейін келгенде там мына жақта да біз қазақтар жұмыс жасаймыз да, негізі вахтовиктердің проблемасы вообще Қазақстанның вахтовиктерінің екі жақта да жұмыс жасайды да, то есть демалатын уақыты жоқ та қазақтардың. Мысалы шетелдіктер андай да, енді мысалы жұмыс жасаса екінші жақта демалады да, бағана саяхаттайды, бүйтеді сөйтеді. Бізде қазақтар келіп мына жақта жұмыс жасайды, мына жақ үйіне келіп там стройка жасайды, немесе тағы бірдеңе істейді, үйінің там проблемалары бар, соны шешеді. И сол жағынан қиын вахтаның жұмысы да, именно қазақтарға. Басқа амал жоқ қой енді, кім істейді оны? Басқа ол демалып жататындар да бар шығар, содан да көп келіншектер кейде қиналады, жаңағы вахтаға кетеді, вахтаға кетеді, жаңағы ана жақта шынымен екінші семья тауып алады деген сияқты. Жоқ, мынандай мәселе, мен вахтовиктің әйелі ретінде айтайын. Вахтовиктің әйелі болу ол шынымен де ең қиын нәрсе. Өйткені сен өзің әйел, өзің еркек болу керексің күйеуің жоқта. Плюс сен ол кәдімгідей шаршайсың да, сен 24/7 өзің еркек, өзің әйелсің. Сен ойлайсың, ертең мен күйеуім келеді, мен шамалы демалам дейсің. Бірақ ол күйеу де демалу үшін келеді да. В итоге конфликт интересов. Мен де күйеуім келді деп демалғым келеді, ол үйіме келдім деп демалғысы келеді да. Оны да түсінуге болады, өйткені ол жұмыстан келді, ол үйге демалыс уақытысында. Мені де түсінуге болады, өйткені мен 24/7 өзім жұмыс жасадым, мен күйеуім келгенде демалғым келеді да. Осы жағынан бізде конфликттер болды, бірақ тағы да еркектің еркек позициясында, ересек позициясында болуының арқасында, және бұл жолы біздің сөйлесе алуымыздың арқасында, ол нәрсе, мысалы кейбір нәрселерді қабылдауым керек болды. Все-таки ол 50/50 быть бөлінбейтіндігін маған қабылдау керек болды, по-любому. Но хотя бы 30-70-ке келісуге болады деген сияқты ше. Бизнес қой. Сосын енді вахтовик болып жасағанның да плюстарын өзім үшін шығарып алуым керек болды. Бұның да плюстары бар. Менен демалады деген сияқты. Потому что кейде шаршап кетесің. Күйеуім перфекционист, күйеуім тазалықты жақсы көреді, бәрін идеально өз орнында тұрған. Сосын бұл мынандай минусы бар деп, мен минусын айтамын деп, қатты мақтап кетті, минусын айта қойшы осы жерде. Вахтовиктердің әйелдеріне таныс, ол вахтада 40 еркекті басқарады ғой. Ананы айқайлап сөйлейді, мынаған бұлау дейді, келеді де маған соны салады. Өзінің вахтадағы жұмысын келіп маған салады да. Түсініп тұрсыздар ма? 15 күн үйреніп қалған әдет. Ол 30 күн жасайды ғой. 30 күн. 45 күн жасайтын кездері де болады. Сол нәрсенің бәрін келіп үйге салады да. Сондай минустары бар. Да, ондай болады. Это последствия профессии. Сондай енді профдеформация. Енді мысалға жаңа балалардың екі неге қойып, отбасылық стратегияларыңызды бір битіп қараған кезде бір таңдау деген сияқты болмай ма? Балалар өсіп келеді. Профессияны таңдау. Профессияны өзгерту. Қасында болуды таңдау да, отбасында. Біз негізі ол методиканы көрдік. Мысалы, сол үшін Астанаға күйеуім көшіп барды, біз Астанада болдық. 5 күн жұмыс жасап көрдім. 5 күн жұмыс жасап көрді ол деген. Бірақ бәрі ол 5 күн жұмыс жасайды деген сөз, ол тағы да бұл балаларға көңіл бөледі деген сөз емес. Ол да еркекке байланысты. Еркек вақтымен жұмыс жасап та балаларға көңіл бөледі. Мысалға, мен күйеуім вақтымен жұмыс жасаса, балалардың репетиторы, кім келіп жатыр, мен вообще репетитор іздемеймін. Балалар қайда барады, қалай расписаниялары қандай болады, тамағын, даже вақтыда жүріп, бала ауырғанда берік араласады оған. Өзі дәрігерге жазады, өзі жаңағы қадағалайды. Даже мен мысалы қазір аяғым ауыр, ол маған анализдерін қалай, өмір бойы анализдерін қалай болды, сенің железің төмендеді қалай болды, дәріңді іштің бе деп үнемі сұрап тұрады да. То есть, ал кейбір еркектер бар, 5 күн жасайды, бірақ үйге келеді де, мысалы мүлдем. Кейбір еркектер бар, әйелінің анализін сұрамайды деп мен айтайын. Өмірде сұрап көрмеген есіме түсті ғой қазір. Сол енді бұл жерде әйел ретінде сол нәрселерді көре алу өте маңызды да. Сондай нәрселерді көре алу маңызды да. Жоққа шығармау, құнсыздандырмау, сондай нәрселерді көре алу маңызды да.
бастысы бір сапалы уақыт Иә. өткізу дейсіз ғой баламен. Иә. Ол жаңа күніге қасында болып онымен бірге телефон шұқылап отырғаннан гөрі аз болса да әйтеуір сапалы. Бірақ негізі біз осы жаққа келгенше жолда стратегиямызды айтып келдік, уже бірдеңе өзгерту керек деген сияқты. Оны бұйырса естіп жатарсыздар, болып жатса. Бірақ келесі стратегия бар. подкасттарда бұйырса сол стратегияларыңызбен бөлісіңіздер жақсылап бізбен. Рахмет. Айтылмай қалған өздеріңізде бір не болса Иә, бір іштеріңізде қалып Жоқ, кеткен, рахмет. бізге деген өкпе реніштеріңіз болса, Маған өте айтыңыздар. қатты ұнады. Рахмет. Келгеніңізге рахмет. Сіздің бүгін жаңағы шынымен тұңғыш рет неңіз екен, дебют бір рольдар болады ғой, бір дебют деген сияқты нелерде. Ди Каприоның тамаша дебют болған сияқты деген сияқты. Нормально болды ма? Шынымен біздің көз алдымызда кәдімгі басқа адамға айналып кеттіңіз. Рахмет ой пікірлеріңізбен бөліскеніңізге келіп. Сізге де рахмет күйеуіңізді сүйреп әкелгеніңізге. жоқ, шынымен Құдай қаласа енді бір жігіт болса да отырып ой түйіп, ой мынандай екен ғой Иә, десе, енді біздегі өзі шынымен жігіттердің бір проблемасы, біздің жігіттер арасында кездесетін бір проблема. Оны и так елдің бәрі біледі ғой деген бір нәрсе болады бізде. Оны любой жігіт білуі керек қой, базовый комплектациядағы жігіт білуі керек қой деген сияқты. Бірақ шынымен қараймыз, оны білмейтін жігіттер де көп болып шығады. Оны өз бір жақсылықты таратыңдар деген сияқты тәжірибемен бөліскен беке өте дұрыс болды ғой деп ойлаймын. Сондықтан бұдан кейін де подкасттарға шақырса, міндетті түрде бара беріңіз. Кеп тұрыңыз. Жақсы сөйлейді екенсің, Берік. Да, Да, молодец. өзіңізге қалай болды? Ваше анда-санда сөйлеп қоямыз енді. Жұмыста да сөйлейміз анда-санда. Енді бір неміз бар. Сізге де рахмет. Дебют сіздердің бірінші түсірулеріңіз. Қош болдық. Рахмет. Жақында бір 90-ға келген апамыз өмірден өтті. Сол кісі өмірден өтетін кезінде, жақындаған кезді ғой, күйеуі ертерек өмірден өтіп кеткен. Бала емес, басқа емес, күйеуін іздеді дейді да. Ей, пәленше. Енді вроде бір өлім мен өмірдің арасындағы сандырақ сияқты момент қой, бірақ өте маңызды шешуші момент. Басқа емес, жаңағы күйеуін іздеп жатыр дейді екен, былайша айтқан кезде. Шынымен өзі бір әлгі бір кетем деген ұлды бағып, өсем деген қызды бағып деген сияқты жүреміз, бірақ өзі бір өмірдегі ең бір маңызды адам бізге жаңағы өмірлік спутник, сол жарың, күйеуің деген сияқты болып қалатындығына жаңағы бір өмірден өткен апамыз тағы бір дәлел болды да маған. Сондықтан сол бір-бірімізді қартайтпай, бір-бірімізді жаңағы ренжітпей, өзі жаңағы бір сөз бар ғой, анасы бар адамдар қартаймайды деп. Оны қазір кішкене перефразировать етіп те айтып жатырмыз, өзі баласы жақсы адамдар қартаймайды деп. Сол сияқты әйел жақсы күйеу қартаймайды, күйеу жақсы әйел қартаймайтын шығар деп те ойлаймын мен өз басым. Сондықтан қартаймай, жаңағы бірге бекеңнің де көңілін тауып 70 жаста попкорн жеп, Танго билеп. Каминнің алдында бір жағы жаңағы сізге де бір шпагатқа дайындала берсеңіз болады. Сондай күндерге жетуді бұйырсын енді. Куә болып біз жүре берейік соған. Куә бұл жұлдыз деп өлең айтып кетсең. Рахмет сіздерге де. Пайдалы болды деп үміттенеміз. Иә.